Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерде эфирде Нұрислам Лайф точкасының эфирінде онлайн форматта бір ерекше бір әдісте осылай эфир жүргізейін дедік. Бүгін бізде қонақта Арман Байжігіт. Кеш жарық, Арман. Кеш жарық. Қалдарыңыз қалай, жақсыздар? Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Өзіңізде қалай, Нұреке? Жақсы, Аллаға шүкір. Арман бауырым өткенде тиктокқа шығарған сайкю деген аккаунтпен жүрген атеисттің біраз өтірігін, жалғанын әшкереленгеннен кейін бір резонанс болып, бір дүрсіл болды эфирде. Соған қатысты өзің не дейсің? Қысқаша айтып кетсең. Шындығын айту керек. Негізі ондай бір вау эффект күткен жоқпыз. Бірақ та мен ойлаймын, жаңағы не дейді? Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам дейді ғой. Сондықтан да біздің осылай ақпараттық алаңда дұрыс мәліметтерді беруіміз және салыстырмалы түрде осында аналитикалық эфир жасауымыз көп адамдарға пайдасын тигізді деп ойлаймын жалпы. Дұрыс айтасың. Арман, бұл эфирге жаңадан қосылып жатқан адамдар бар, бұрын соңды ол ақпаратты білмеген, көрмеген деген сияқты. Сол үшін қысқаша шолу ретінде сол сайкю Ысқақ деген аккаунтпен жүрген жігіттің өзінің страницасына шығарған ақпараттарды бір қосып өтсек қалай қарайсың? Жарайды. Жақсы? Жақсы. Экранға шығарып қосып өтсек. Мынау қартаймайтын, ракпен ауырмайтын көршіхан деген хит болды ғой. Сайкюдің өзін біраз мазақ қылды. Өзінің берген арнайы ресми парақшасында тұрған ақпарат. Қартаймайтын, ракпен ауырмайтын сүтқоректі. Бұл жалаңаш көртышқан, яғни naked mole-rat. Бұл кішкентай кеміргіш Африканың шығысында, Кения мен Эфиопияның ыстық жерасты туннельдерінде өмір сүреді. Қарапайым тышқан сияқты көрінгенмен, оның ағзасы ғылым үшін нағыз жұмбақ. Біріншіден, олар қартаюдан қорғалғандай әсер қалдырады. Зерттеуші Вера Бифштейн мен әріптестері анықтағандай, жалаңаш көртышқандардың өлу ықтималдығы жасына қарай артпайды. Яғни олар биологиялық тұрғыдан қартаю процесін бастан кешірмейді. Бұл сүтқоректілер арасында бұрын-соңды байқалмаған құбылыс. Аталған көртышқан 30 жылға дейін өмір сүреді, ал олардың туыстары қарапайым тышқандар небәрі 3 жылдай ғана тіршілік етеді. Екіншіден, олар рак ауруына қарсы ерекше иммунитетке ие. 2013 жылы ғалымдар олардың терісі мен тіндерінде ерекше жоғары молекулалы гиалурон қышқылын тапты. Бұл молекула жасушалардың шектен тыс көбеюіне тосқауыл болып, ісіктің дамуына жол бермейді. Табиғи жағдайда бұл жануарларда рак фактісі жоқ. Үшіншіден, жалаңаш көртышқандар оттексіз ортада 18 минутқа дейін тірі қала алады. 2017 жылы Science журналында жарияланған зерттеу бұлардың бұл кезде энергияны глюкозаның емес, фруктозаның ыдырауынан алатынын дәлелдеді. Мұндай жүйе көбіне өсімдіктер мен кейбір бактерияларға тән. Тағы бір қызық жайт, олар ауырсынуға да төзімді. Мысалы, капсаициннің күйдіруі немесе қышқыл әсер еткенде олардың жүйке жүйесі сигнал бермейді. Бұл қасиет жер астының қышқыл ауасы мен көмірқышқыл газы көп ортаға бейімделудің нәтижесі. Сонымен қатар, жалаңаш көртышқандардың қоғамдық құрылымы аралар мен құмырсқаларға ұқсайды. Оларда бір ғана патшайым ұрпақ таратады, ал қалғандары жұмыс істейді. Бұл сүтқоректілер әлемде сирек кездесетін эвсоциалдық мінез. Bir сөзбен айтқанда, бұл кішкентай тіршілік иесі қартаюды жеңген, ракты тоқтатқан және оттексіз өмір сүре алатын табиғи феномен. Олардың геномын зерттеу адам өмірін ұзарту мен аурулардың алдын алу ғылымына жаңа бағыт береді. Жақсы. Осыған қатысты қартаймайтын көртышқан деп дезинформация таратқан мәліметке қатысты өзіңіздің пікіріңізді білдіріп жіберсеңіз тағы да. Жақсы, жарайды. Өткен жолда айтып өттік, енді жаңа қайталау білім анасы дейді. Повторение мат учение деп бір қайталап жүрейік. Жалпы қартаймайтын, ракпен ауырмайтын көртышқан деген атаудың өзі ғылыми тұрғыдан қате. Жалпы сол заголовканың өзі. Себебі біз білеміз, жалпы көртышқандардың соның ішінде жалаңаш көртышқанның нақтылай айтатын болсақ, голый землекоп орта өмір сүру жасы 28 мен 40 жасқа дейін аралығында. Бұл бірінші ескеретін факт. Оның өзінде 40 жасқа дейін оның жаңа иммунитеті мықтылары жетуі мүмкін. Оның өзінде. Бұл бірінші ескеретін фактор. Екінші ескеретін фактор, ракпен ауырған туралы бізде нақты факт тіркелген, сондай мәлімет мен өткенде көрсеттім. The National Library жаңағы United States, яғни ақштың ресми өзінің мемлекеттік сайтында нақты осындай эксперимент жасалып, жаңағы 20 жасар альфа цамес ауырғаны жайлы нақты факт тіркелген. Демек, бұл осыдан 10 жыл бұрын. Яғни ресми бір мемлекеттің ресми сайтында. Сондықтан да ракпен ауырмайды деудің өзі үлкен дезинформация болып саналады. Дұрыс айтасыз. Бұл енді өзінің ресми аккаунтына шығарып тұрған ақпарат қой. Біз сол кезде де айттық та, жақсы, сен білім дейді екенсің, бізге бір жаңағыдай дін керек емес дейді екенсің. Жақсы, әркімнің өзіндік таңдауы, өз еркі. Біз зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, ешқандай проблема жоқ ол жағынан. Дегенмен
біз бір бірімізге аманатпыз. Осы елде өмір сүріп жатқан әрбір азамат бір бірімізге аманатпыз. Яғни сен әрбір ақпаратты талдау барысында, әрбір ақпаратты эфирге шығару барысында, яғни пространствоға, осы әлемге, тикток әлемі болсын, жалпы СМИ болсын, жалпы кез келген ақпаратты қоғамға жариялау кезінде сен оны 1000 рет өлшеп бір кесу керексің да. Әлбетте. Мен түсінемін да, бұл ақпарат 1 жыл бұрын жарияланған болса да, 10 жыл бұрын адамзатқа сол голый землекоптың, яғни қартаймайтын, ракпен ауырмайтын, қартаймайтын деп тұрған көрші-ханның ауырғандығы туралы факты тіркеліп тұр ракпен. Ал сен 1 жыл бұрын ресми өзіңнің аккаунтыңа осындай дезинформация таратып отырсың. Қалай сонда сен подписчиктеріңе өзіңнің артынан ерген жандай шаптарың бар, басқаң бар деген сияқты. Жалпы қазақ халқына жаның ашымай ма сонда? Сөйте тұрып, бір өзіңді бір үлкен статусқа қойып, сондай бір қызықты дүниелер айтасың. Қазір алда көреміз, керемет бұның өзі туралы сондай амбициясы, өзі туралы сондай самооценкасы жоғары екеніне көздеріңіз жетеді. Енді білмеймін, мен өз басым оған енді таң қалдым қатты. Енді келесі неге өтсек, келесі видеосына өтсек, Кремнийға қатысты да, оны да ашып жіберейік. Көрермендер жақында қосылған, енді көріп жатқан көрермендерге ақпарат ретінде қайтадан қосып жіберейік деп жатқанымыз ғой, қысқаша шолу ретінде. Құмнан жасалған ми. Қазіргі әлемдегі барлық технологиялардың миы ол микрочиптер. Ол тырнағыңнан да кішкентай, бірақ ішінде миллиардтаған қосқыштары бар. Ең қызығы, бұл кішкентай бөлшек қарапайым құмнан жасалады. Жағажайдағы құмнан. Құмды 1400 градусқа дейін қыздырып, одан кремний деген зат алады. Содан кейін оған арнайы жарық арқылы керемет кішкентай сызықтармен жолдар салады. Бұл процесс фотолитография деп аталады. Бұл жолдардың кішкентайлығы сондай, адамның бір тал шашына 23 000 сыйып кетеді. Чиптің ішіндегі қосқыштар тек екі нәрсені біледі: қосылу және өшу. Қосылса 1, өшсе 0. Осы қарапайым нөлдер мен бірліктер арқылы телефонның суретке түсіреді, ойын ойнайды, бейне көрсетеді. 1 секундта миллиондаған рет қосылып өшіп отырады. Бұрын компьютерлер бүтін бөлмеге сыймайтын алып машиналар еді. 1958 жылы Джек Килби деген инженер бірінші микрочипті ойлап тауып, бәрін өзгертті. Қазір қалтаңдағы телефон сол алып компьютерлерден миллион есе күшті. Чипті жасайтын зауыттар жер бетіндегі ең таза орын. Олар ашық аспаннан 10 000 есе таза, себебі бір ғана шаң түйіршігі бүкіл чипті бүлдіріп тастайды. Ал чип жасайтын арнайы машинаны бүкіл әлемде тек бір ғана компания жасайды. Ол Нидерландыдағы ASML компаниясы. Бір машинаның бағасы $350 миллион тұрады. Бұл машинаны жасау үшін 2 жыл уақыт кетеді. ASML бүгінгі әлемдегі сирек кездесетін монополияның бірі. Бұл монополия кездейсоқ емес. Компания 30 жылдан астам уақыт бойы зерттеуге $9 миллиард жұмсаған. Басқа ешбір бәсекелестер бұндай қаржылық және инженерлік кедергіні еңсере алмаған. Қазіргі iPhone-дағы чипте 19 миллиард транзистор бар. Егер бір чиптің ішіндегі сымдарды жайып салсаң, олардың ұзындығы бірнеше жүз километрге жетеді. Бірақ осының бәрі тырнағыңнан кіші кеңістікке сыйдырылған. Бүкіл әлемдегі ең күрделі чиптерді жасайтын зауыт Тайваньдағы TSMC компаниясы. Apple, AMD, Nvidia барлығы осы бір зауытқа тәуелді. Бір зауыт тоқтаса, бүкіл әлемде телефон, автокөлік, компьютер тапшылығы басталады. 2020-21 жылдары дәл осылай жағдай орын алған. Сонымен, сен телефоныңды қолға алған сайын есіңде болсын. Қолыңдағы құмнан жасалған, ішінде миллиардтаған қосқыштар найзағай жылдамдығымен жұмыс істеп жатқан кішкентай адам қолынан шыққан ғажайып. Жақсы, Арман. Осы ақпаратқа қатысты, Кремнийға қатысты. Жақсы. Ең әуелі біз білеміз, барлығымыз мектепте жалпы химияның базалық білімді алдық қой. Соның ішінде біз оксид жайлы, кремний жайлы, Менделеев кестесінен біз оның атауын, ол қалай түзіледі, оған қатысты барлығын алғашқы мәліметтерді алған болатынбыз. Соған сәйкес CO2, яғни кремний диоксиді. Ал енді бұл жерде видеода көргеніңіздей 1400 градуста алынады деп тұр, Бірақ бір нәрсені ескеру керек, бұл 1400 градус бұл құмның балқу температурасы, қызу. Ал нақты кремний алу үшін кем дегенде 1700-1800 градус алу керек. Бұл минималды есеп. Ал тіпті кейбір дерек көздерді ашып қарасаңыздар 2000 градусқа дейін деп жазады. Сол үшін де бұл да дезинформация жалпы. Қызық деймін да, үйінде интернет жоқ па екен, болмаса түсінбеймін мен, әлде Сайке бізден бір 100 жылға артта өмір сүріп жатыр ма екен. Бұл ақпараттар бәріне доступны ғой. Әрине, қолжетімді. Кез келген адамға қолжетімді, интернеттен ашып көрсе болады бұл ақпараттарды. Әрине. Жақсы, өткен жолғы эфирде, Арман, біз негізі басқа тақырыпта екеуміз аяқ астынан келіп жолығып, осы офиста отырып екеуміз сөйлестік. Сосын тақырыптан тақырып шығып кетті да.
спонтанно жаңағындай жалпы мынау тиктокта болып жатқан оқиғаларға мен таңым бар деп сізге айттым. Енді Сайкю деген біреу жүр, ақпараттың бәрі қате. Ресми өзінің диспутты қоя салшы мақал, ресми өзінің парақшасына шығарып қойған ақпараттар қате, сөйте тұра ғылымға ұмтылмайсың ба деп жүрген бір парадоксальный көрінеді маған дедім да. Қараңызшы деп сол жерде отырып, спонтанно отырып, сол жерден ашып, эфирде отырып, біз онлайн, дәл осылай онлайн эфирде отырдық та, страницасын ашып көрсеттік. Иә? Тақырыбымыз мүлдем бөлектікін, бірақ сол жерде сол отрывоктар интернетте сондай бір вау эффект берді, сондай не болды енді. Сәйкесінше көп адамдар сол подкаст сақтала ма дегеннен ютубқа сала қойып едік, сапасы нашар болды. Сөйтіп енді көп адамдар жазып жатыр, қай жылғы түсірілген видео, пәлен түген деген сияқты, білмейді ғой енді осындай аяқ астынан түсіргенімізді. Енді біз пришлось осы студия қылып ресми түрде халық үшін, жалпы қоғамның пайдасы үшін кәсіби деңгейде жеткізуге ниеттендік. Иә? Енді былай жасайық, жалпы менің Арман, өзің білесің, өзіңнің артында да мысалға түрлі осы интернет желісінде ақпараттар жүрді, басқасын қылды. Жалпы менде ондай қасиет жоқ, біреудің артына түсіп алып, оның жаңағыдай масқаралап, оның барып жаңағыдай артын ашып деген сияқты мүлдем ондай, Алла сақтасын, ондайдан бет аулақ, ондай адам емеспін да. Бірақ саясаттанушы ретінде мынау Сайкю Ысқақ деген аккаунтпен жүрген жігіттің қоғамға, елге таратып жатқан дүниесінде, яғни дінге қарсы частности жасап жатқан сондай қасиетті, қастерлі, төбемізге қоятын ислам дініне қатысты қисық мәлімет беріп жатқан, одан қатысты өзінің ғылым деп сөйлеп, ол ғылымға қатысы жоқ, ғылымдағы мүлдем жоқ нәрселерді айтып жүргеніне қате пікір таратып отырып, осындай дүние жасап жатқанына мен өзімдік бір азаматтық міндетім ретінде, осы елдің азаматы ретінде, бұл жасалып жатқан пропаганданы әшкерелеуге, яғни бұл ақиқаттың үстіндегі емес, керісінше жалғанның үстіндегі дүние екендігін осы елге көрсету мақсатында осыны ұйымдастырдық. Жалпы Арман, өзің берген маған мәліметтерге сәйкес, сен мектепті алтын белгімен, алтын медальмен бітірген жігітсің. Иә? Университетті қызылмен бітірдің, халықаралық жаңағыдай жарыстарда жүлделі орын алдың деген сияқты да. Иә, сен былайынша келген кезде өмірде ғылымға қатысы бар адам екеніңді дәлелдеген жігітсің. Дұрыс па? Енді Сайкю жалпы кім екен? Сайкюдің өзінен тыңдайықшы, өзінің аузынан. Сайкю Ысқақ деген кім екен? Иә? Өзінде мына жерде бізде бір материал бар екен, соны қосып кім екендігін тыңдап жіберейік, иә? Естіліп тұр ма дауыс, иә? Мұнда бір жігіт кіріп эфиріне мақсатыңды білейін деп едің деп Сайкюге сұрақ қойып жатыр. Жалпы не мақсатты ашып жатсың деген сияқты. Мақсатыңды білейін деп едім осы мына эфирде. Мақсат деген ағартушылық қой. Мақсатым ағартушылық қой дейді. Өзім бұл ағартушы санайды екен. Енді жалпы ағартушы деген кім бұл? Жақсы. Ең әуелі бисмилля, сөздің басы бисмилля, бисмиллясыз қылма дейді қазақта. Мынау жалпы ағартушы деген сөзге бір анықтамасын ашып берейікші, дефиниция беріп кетейік. Жалпы ағартушы бұл халықтың көзін, сауатын ашатын, және оған ғылыми, танымдық, яғни белгілі бір салада, мәдени, ақпараттық болсын, бір салада оған соның сауатын одан сайын күшейтетін, және соның таным көкжиегін кеңейтуге әсер ететін, ықпал ететін бұл қоғамдық тұлға. Яғни осы қоғамда өзінің орны бар тұлға. Енді біз ағартушы деген кезде қазақ әлемінен, жалпы қазақ халқының ішінен алып қарасақ, идеал ретінде, феномен ретінде біз кімді аламыз? Біздің есімізге ең әуелі жаңағыдай Ыбырай Алтынсарин келеді. Байтұрсынов, Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин енді қазақ даласында жаңағы Торғайда, Ырғызда жаңағы қыздарға болсын, ұлдарға болсын мектеп ашып, осы сауаттандыруға тырысып көптеген еңбегін салды ғой. Одан соң біз мынау қазақ 20 ғасырда ренессанс жасаған, біздің әліпбиді қайтадан реформалаған Ахмет Байтұрсынұлын тілге тиек етеміз міндетті түрде. Одан соң әрине біз ең осы 20 ғасырда көптеген әдебиеттанушылар жазба әдебиеттің дамуына үлкен үлес қосты. Тіпті біреулер жаңағы соның негізін қалағандардың бірі деп те сондай баға береді. Ол әрине Абай.
Мгм. Ол Абай әрине қазақ деген кезде Абай деген кезде қазақ біздің есімізге түседі ғой. Абай Құнанбайұлы бар, Мгм. және оның жаңағыдай өзінің немере інісі Шәкәрім бар. Мгм. Оның да өзінің шоқтығы биік. Жалпы осындай тұлғаларды біз аламыз ғой. Негізі ағартушы деген кезде біздің есімізге бірден келеді. Дұрыс айтасыз. Енді кірсек, эфиріміздің негізгі тақырыбы жаңағы Сайкюдің жасаған еңбектерін дейікші. Былайша айтқанда тырнақшаның ішіндегі еңбек былығын ашуға кірсек. Кеттік. Жалпы бұл өзі Сайкю ағартушы ретінде таныстырғаны бір жөн. Бір қызығы да, Арман қараш, сол Алтынсаринда, сол Байтұрсыновта, Абай болсын, Шәкәрім болсын, өзін мен ағартушымын деген адам емес. Иә. Дұрыс па? Иә. Бірақ біз ел боп Абайды да, Шәкәрімді де, Байтұрсыновты да, жаңа Алтынсаринды да ағартушы ретінде танимыз. Иә? Әрине. Енді мына жерде ағартушының ары қарай сөзін тыңдап жүрейік. TikTokта жүрген ағартушының сөзін. Жақсы. Амансың ба балым, қарайсың? Жақсы. Қайттан қосылып қалдым. Күнде қосылып бірімізді біліп алдық қой. Де? Әлде есіңе сақтамайсың ба? Көп адам қосылған соң. Ұмытып қаламын көбіне. Мына жерде комментарияны оқып отырсаң, мына жерде Ысқақ ағартушы дейді ғой, мә. Кірген адам таң қалып отыр да, комментарийді оқып отырсам, Ысқақ ағартушы дейді ғой дейді да. Жалпы ағартушы деген сөздің жазып отқан адам мағынасын біле ме екен деген сияқты таң қалыспен айтып отыр ғой енді. Адамның ойына кіріп шықпайтын сөздер жазады комментарияда. Нормальный сөз ғой, кәдімгі қазақтың сөзі ағартушылық деген. Нормальный ғой дейді Ысқақ. Енді өзін біреу ағартушы деп отыр ғой, енді соған қатысты беріп жатқан пікір ғой. Ағартушы деген сөздің мағынасын түп санасын зерттеп білмейтін адам ғой ол. Жоқ, өте дұрыс. Неменесі бар ол білмейтін? Ағартушылық. Ағартушы дегеннің мағынасын білмейтін адам ғой дейді. Неменесі бар оны білмейтін дейді. Мен ағартушымын ғой деп тұр ғой енді. Жақсы. Деген сен айтшы бізге мағынасын жарайды. Не үшін қолданады оны? Кімге қолданады? Сен бір сөзге тірелмеш. Жоқ, ағартушы болатындай сен не істедің? Сен мына жерге комментариймен мына жерге Каспий номерін жазып қойғаннан басқа сен не істедің? Парақшама кірмейсің ба? Ағартушы болатындай не істеп едің дейді. Мына жерге Каспий голдың жазып қойғаннан енді тырнақшаның ішінде қайыршылықтан басқа не істеп отырсың деп тұр ғой енді. Дұрыс ойда, дұрыс пікірде, мен қосыламын ол жігітпен. Сонда бұл жігіт айтады, парақшама кірмейсің бе дейді. Сен андай кіріп көрдім мен сенің парақшаңа андай бір сауатсыз видеолар дейміз ба сондай? Мысалы, қайсысы? Парақшаңа кіріп көрдім, сауатсыз видеоларды шығарып жатсың ғой дейді. Енді дұрыс қой енді айтып отқан. Біз мысалға спонтанно кіріп көрсетіп тастадық. Иә? Енді қазір біз талдау жасаймыз. Мына жерде қаншама парақшасында ресми түрде шығарған ақпараттардың қандай дәрежеде жасалғанын, оның және қаншама былық, қаншама қате, қаншама ғылымға қарама қайшы дүниеде жасалғандығын қазір ашамыз, әшкерелейміз. Көрермендердің өзі таңғалатын болады, артынан ергендер де таңғалатын болады шығар жалпы негізі. Андай Инстаграм, TikTokта тұрған бір көпшіліктің көрген бір сауатсыз видеоларының ары қиындысы жаңағы бір. Мысалы? Бар нәрсені бар қылып сақтап қойған. Бар нәрсені жоқ нәрсені бар қылып сақтап салып қойғансың. Мысалы? Мына жігіт айтып жатыр, ақпараттарың қате ғой, сауатсыз видеолар ғой дейді да, сонда мысал деп жатыр енді бұл Сайкю. Жалпы өзін бір ағартушы ретінде позиционер ететін адам ретінде мен ағартушымын деп былайша сол нәрсені өзіне теліп алған, бірақ қаншалықты екенін қазір көз жеткізейік, бірге отырып талдайық. Сен маған қаншама ақпарат жібердің, өткенде мен осының жартысын көріп отырып таңғалдым кәдімгідей ше. Қалай сонда адамдар мән бермейді екен, осы уақытқа дейін сонда артынан еріп жүргендер қалай сонда талдамай ма деп. Жалпы енді көрейік бірге отырып осыны. Жақсы. Бірінші жаңа Қытай көліктерін қосайық. Қытай көліктеріне қатысты берген ақпаратын. Қытай көліктері нарықта қалай жаулады? Бүгінгі таңда Қытайдың көліктері сатылым бойынша еліміздегі бәсекелестерінен оқ бойы озып тұр. Қытайдың көлік индустриясының мұндай жетістігі бір сәтте болған жоқ. Жалпы Қытай өндірушілері іштен жаны қозғалтқышы бар көліктер нарығында алыптарды ығыстыра алмасын білген. Оған қоса елдің экспорттық мұнайға тәуелділігін де азайту қажет еді. Сондықтан да үкімет, оның ішінде ғылым мен технология министрі Ван Ган бұл салаға өте үлкен қолдау көрсеткен.
2009 мен 2022 жылдар арасында Қытай үкіметі электр көліктер нарығын зерттеуге салық жеңілдіктері субсидия формасында 29 миллиард доллар қаржы бөлген. 2009 жылдан бастап Қытайда жасалған электрокарларды ішкі нарықтағы такси мен қоғамдық көлік ретінде сатып алу жолға қойылған. Tesla, General Motors сияқты компаниялар Қытайға кірмек болғанда, билік ішкі нарықты қорғау үшін бұл өндірушілерге Қытайда жасалған батареялар қойылған көліктерін ғана сатуға рұқсат еткен. Осы саясаттың арқасында бүгінгі таңда әлемдегі ең үлкен батарея шығаратын Катл, электрокар шығаратын ең үлкен компания BYD пайда болды. Қазір Катл зауыттары Еуропада және ақш-та да бар. Бұл компаниялардың батареялар нарығын жаулауының тағы бір себебі шикізат. Қытай бүкіл әлемдегі литий-ион батареяларына қажетті минералдар шығаратын кен орындарын толықтай немесе сол жерден үлкен үлес сатып алған. Сонымен қатар бұл минералдарды өңдейтін ең үлкен зауыттар да Қытайға тиесілі. Соңғы уақытта Қытай ғалымдары барынша ұзаққа шыдайтын батареялар жасауда да көптеген технологиялық жетістіктерге жетті. 2023 жылы Қытайда сатылған көліктердің жартысына жуығы электрокарлар болған. Бұл нарықта енді Қытайда ығыстырылатын ойыншы жақын уақытта шыға қоймайтын сияқты. Жақсы, осы ақпаратын талдайық. Жалпы байқасаңыз Қытай көліктеріне қатысты 2009 осы ортасында бір статистика келтіріп кетті. 2009 мен 2022 жылдар аралығында бөлінген сумма, қателеспесем 29 миллиард деді. Солай айтты ғой? Солай айтты. 29 миллиард доллар деді. Енді осы жерде бір ескере кететін факт, мен жалпы осыған аналитика жасадым. Талдау жасаған кезде кәдімгі Reason сайтында бар The Street журнал несінде жаңағы СМИ-да шыққан, сол бір журналда шыққан нақты мәлімет бойынша 2009 бен 2022 жылдар аралығында 173 миллиард доллар ақша бөлінген дейді. Яғни электрокарға. Біз білеміз, жалпы бұл Қытайдың экономикалық нарығы, оның әлеуеті, потенциалы қаншалықты үлкен екенін білеміз. Және 2009 бен 2022 жылдың арасында 13 жыл бар. Тағы қате ақпарат. Қате ақпарат. Яғни бұл ақпаратты қай жерден алады, түсінбеймін мен ше. Мен түсінбедім, бәлкім менің ойымша жасанды интеллекттен деп ойлаймын, ал кейбір мысалы да ChatGPT секілді, ал ол жердегі ақпараттар кейбіреуі дұрыс болуы мүмкін, немесе кейбіреуі жаңағы қате мәлімет беруі мүмкін. Яғни ол жерде абсолютті бір нақты фильтр керемет жұмыс істеді деп айта алмаймын мен өзім. Жалпы ChatGPT-дің өзінің ережесінде Арман, бұндағы ақпараттар қате болуы мүмкін деп ескертіп қойған ғой. Иә. Бірақ бұл өзінің эфирінде отқан кезде сол ChatGPT-ге ұрынып, сол ChatGPT-ден шықпайды негізі. ChatGPT-ден сұрайық, ChatGPT-ден көрейік деген сияқты да. Ол жерде ресми ұйымдастырушылары айтып жатыр, бұл жерде қате ақпарат болуы мүмкін деп. Дәл солай діни мәселені де ChatGPT-ден іздейді ғой бір қызығы. Бірақ әлемдегі бүкіл академиктер, профессорлар өздерінің шәкірттеріне ChatGPT бұл білім емес. Яғни сен түбегейлі бұған сүйенетіндей дүние емес деп ескертіп жатыр. Дегенмен бұл өзін ағартушы, жаңа басында айтып кеткендей, ағартушы ретінде санайтын жігіт енді білім ғылым деп жүріп, элементарный кез келген адам біле салатын, интернетті ашып көре салатын. Сіз үшін байынша қиын болды деп ойламаймын бұл ақпаратты алу. Не үшін дезинформация өз еліне таратып жатыр? Бәлкім бұның ниеті бөлек пе екен? Қалай ойлайсыз? Жалпы кез келген блогер немесе осы ақпараттық кеңістікке шыққан адам, немесе жалпы өзінің сондай ағартушылық, ғылыми, танымдық ақпарат беріп жатырмын деген азамат өзінің ақпараттарын фильтрден, яғни сүзгіден өткізу керек. 7 рет өлшеп 1 рет кес дегенбіз деген қазақта керемет сөз бар. Барлығын талдап, тексеріп, жан-жақты қарап, сосын барып шығару керек. Неге? Өйткені сенің ақпаратыңды тұтынып отырған, былайша айтқанда, қазақша айтқанда, сенің ақпараттық өніміңді тұтынып отырған сенің аудиторияң бар. Ал сол аудиторияң сенің ақпаратыңды тікелей қабылдап, эфирді банға жіберді ма? Эфирімізді қайта-қайта банға жіберіп жатыр. Неге осылай істейсің? Ну почему так? Почему? Неге өйтесің сен, Сайкеу? Өзіңе сенімді болсаң, неге банға жібересің? Жақсы, біз жалпы негіз запись жасалып жатыр. Ертең бұның жаңағындай көшірмесі YouTube арнасына да шығатын болады. Эфирімізді банға басып жатыр. Сол үшін барынша лайк басайық, бауырлар. Көпшілік білсін, көрсін. Менің даусым жақсы шығып тұр ғой, Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Бұл жаңа Қытай көліктеріне қатысты, кез келген адам тексерілетін ақпаратқа қатысты, жалпы ресми дерекке жүгінбеудің кесірінен бұл дезинформация таратып отыр халыққа. Яғни бұл халыққа, елге жасалған қиянат. Құрметсіздік. Жақсы, ары қарай тез жүйелі түрде жүріп өтейік. Бұлар банды басуды тоқтатпайтын сияқты ғой. Бұлар мен түсінбеймін, негізі ақиқатты білуге кез келген адам ашық болу керек қой. Не үшін бан басады?
ақпараттық алаңда егер сенің беріп жатқан ақпаратың шын болса, ақиқат болса, онда сен бәсекелестіктен қорықпауың керек. Әрине, өзінің сөзі бар. Иә. Кез келгендерің менің страницамды ашып тексерсеңдерші, болады ғой деген сөзі бар. Өткенде бір имамға мақтанып сөйтіп отыр. Қате тапсаңдаршы деген сөз. Қате мына жерде жетеді, мына жерде масқара сұмдық дүниелер бар бұның айтқан. Қазір шет-шетімен көрсетеміз, иә, ретімен. Жақсы, келесіге қарта өтейік. Так, аспан неге көк деген видеосын ашайық. Аспан неге көк деген 28-ақ секундтық видео, осының өзінде де қате бар қазір. Ғылымға қатысы бар ағартушының. Күн сәулесі шын мәнінде кемпірқосақтың барлық түстерінен құралады. Сәуле толқын түрінде таралғандықтан, әр түстің ұзындығы әртүрлі. Жарық жер атмосферасына жеткенде, ауадағы газдар мен бөлшектерге соғылып, жан-жаққа шашырайды. Көк түс толқындары қысқа және жиі шашырағандықтан, біз аспанды көк түсте көреміз. Ал кешке қарай күн сәулесі ауаның қалың қабаттарына түскенде, толқындары ұзынырақ, қызыл және қызғылт сары көбірек шағылады. Осылайша күн қызарып батады. Арнаға жазылып, пікір қалдырып кетіңіздер. Тыңдады. Жалпы 28 секундтық видео, осы видеода қарасаңыз, соңында жаңағы күннің сәулелері сол жаңағы шағылады деп тұр ғой енді. Негізі бұл жерде физикадағы бір маңызды, бір тонкий детальды ескермей тұр Сайкюді. Өйткені бізге аспанның көк болып көрінуі, немесе күн батар кезде көкжиектен қызғылт сары болып көрінуі, ол шағылуынан емес, ол сол жарықтың немесе күн сәулесінің шашырауынан. Енді осы жерде түсіндіріп кетейін халыққа, иә, жалпақ тілде түсінікті болсын. Жалпы шағылу деген нәрсе отражение, дұрыс па? Ал шағылсу рассеяние. Яғни бұған қатысты физикада оптика бөлімінде нақты бір заң бар. Релей эффектісі немесе релей скаттеринг деп аталады. Ағылшынша термин солай. Демек, бұл релей заңына сәйкес бізге мысалы күн сәулесі атмосфераға түскен кезде сол аспандағы жаңа атмосферадағы молекулалармен соқтығысып, соның ішінде толқындар ұзынырақ болғандықтан, доминантты болғандықтан бізге сол көк түс көрінеді. Жалпы осы көк түс, көгілдір түс. Аспан сол үшін бізге көк болып көрінеді. Яғни нақты қатесі Арман сонда бұл жерде? Шағылу деп айтуы. Негізі шағылу емес, шағылсу. Шашырау. Шашырау. Яғни рассеяние. Шашырау деген сөзді шағылумен неғып тұр, алмастырып, шатастырып тұр. Яғни бұл бір ауыз сөз болғанмен, бірақ физикалық тұрғыда ол қате, үлкен қате болып саналады. Релей заңын оқу керек. Енді ол өкінішке орай релей емес, басқа да дүниелерді бөлмейтінді қазір халық көретін болады ары қарай. Так, келесі мынау какаоға қатысты мәлімет берген екен, оны да талдап өтейік, иә? Шоколадтың қайдан келгенін білесіз бе? Қазір өміріңізді шоколадсыз елестету қиын. Бірақ бұл тәтті қайдан келген? 16 ғасырға дейін какао тек Мезоамерикада қолданылған. Бұл қазіргі Мексика, Гондурас, Никарагуа жерлерін қамтитын аймақ. Осында өмір сүрген ацтек майя тайпалары какао жаңғақтарын үгітіп, ащы бұрыш қосып, қасиетті сусын ретінде пайдаланған. 16 ғасырда Европадан келген Эрнан Кортес ацтектерден осы жемісті кәрі құрлыққа жеткізген. Бірақ ацтектерді дұрыс түсінбеген испандықтар алғашқыда какаодан жасалған сусынды афродизиак ретінде, кейіннен емдік мақсатта қолданып жүреді. Ащы дәмін басу үшін қант немесе бал қосу әуел бастағы қышқыл сусынды испан аристократиясының ең сүйікті деликатесіне айналдырды. Какао жинау үшін Латын Америкасына Африкадан құлдар жеткізу басталды. Конрад ван Хаутен 1828 жылы какао прессін ойлап тауып, өндірісте төңкеріс жасады. Осы қондырғымен какао майы мен ұнтағы алынды. Осылайша қазіргі қатты шоколад пайда болды. Көп өтпей швейцариялық Дэниел Питер какао майы мен ұнтағына құрғақ сүтті қосып, сүтті шоколад жасады. Шоколадтың көпшілік тұтынатын өнімге айналуы оған деген сұранысты арттырды. Латын Америкасынан какао жаңғақтары Африкаға әкелінді. Какао тек экватор маңында өседі. Оны жинау үшін ұзақ уақыт құлдар қолданылса, әлі күнге балалар еңбегін заңсыз пайдалану жалғасып келеді. Біз білетін ең танымал тәттінің шұғылдау тарихы осындай. Шоколадтың тарихына қатысты айтып жатыр. Бұл жерде де қате ақпарат бар, дезинформация. Өзіңіз талдап өтсеңіз. Жақсы. Жалпы бұл видеода қарайтын болсаңыз, мән беріп, видеоның басында шоколад 16 ғасырға дейін, какао, нақтырақ айтар болсақ, 16 ғасырға дейін тек Мезоамерикада қолданылған деген, жаңа Гондурас, Никарагуа елдері ғой енді. Біз білеміз Мезоамерика. Нақты тек деп айтты, қазір бір ашып жіберейік. Бір ашып жіберсеңіз, Шоколадтың қайдан келгенін білесіз бе? only. Қазір өміріңізді шоколадсыз елестету қиын.
Бірақ бұл тәтті қайдан келген? 16 ғасырға дейін какао тек Мезоамерикада қолданылған. 16 ғасырға дейін какао тек Мезоамерикада қолданған дейді. Жалпы Мезоамерика бұл Гондурас, Никарагуа аймақтары ғой. Мексика. Мексика аймақтары. Бірақ бұл ақпаратта қате ақпарат, дезинформация өкінішке орай. Себебі 16 ғасырға дейін какао қолданылған. Енді мен сізге осыны нақты фактпен жеткізейін. 2018 жыл 29 қазан The Nature Evolution журналын ашып қараңыздар. Мен жылымен айтып отырмын. Мақаланы ашып қарасаңыз, сол жерде какаоның жалпы тарихына байланысты айтады. И бір қызығы осы жерде. Сол қазіргі Эквадор мемлекетінде, Оңтүстік Америкадағы, Южный Америкадағы Эквадор мемлекетінде шамамен осыдан 5300 жыл бұрын Сантана, Флорида жерінде археологиялық қазба жұмыстары кезінде арнайы ыдыстар табылған. Сол ыдыстардың ішінде какаоның іздері табылған. Яғни ғалымдардың мәліметі бойынша бұл осыдан шамамен 5300 немесе 5000 жыл бұрынғы какаоның қолданылғанына қазіргі ғылымдағы нақты факт. Нақты ғылыми дерек бұл. Қазба жұмысына кез келген адам оқи алады бұл нәрсені. The Nature Evolution журналы 2018 жыл 29 қазанда шыққан мақала. Тағы да дезинформация. Бұл енді қалай өзін ағартушымын деп ары қарай ақтайды екен. Бұл да енді негізі мен ойлаймын өте өзінің шығарып қойған ресми парақшасындағы ақпараттар. Ғылымға қатысым бар, мен ағартушымын деп жүрген адамдар жалпы халықтың жағдайын дезинформациямен былайша айтқан кезде алдауға болмайды ғой, сенімін. Жалпы қате ақпарат беру, оны біліп тұрып беру, бұл үлкен былайша айтқанда құрметсіздік, қиянат. Ал оны білмей тұрып оны тарату және өзін ағартушымын деген статус беру, бұл да үлкен бір халықтың арасына сондай бір алаң салу ғой. Себебі бұның сайкеудің мысалы жанкүйерлер көбейген сайын сол ақпаратта тарай береді. Демек жалған ақпарат. Дұрыс айтасыз, сонда бұл ағартушы емес, қалай айтсақ болады, қарайтушы дейміз ба, адастырушы дейміз ба, қалай айтсақ болады. Бұл енді жүйелі түрде дұрыс емес ақпаратты өзінің парақшасына салып қойып халыққа таратып жатыр. Біз бұл адамды қалай ғылымға қатысы бар деп тани аламыз? Егер өзімен ғылымды сүйем, мен ғылыммен жұмыс жасаймын, мен ғылыммен ғана көзқарасым қарайды, ғылыммен ғана әлемді танимын деп отырып, элементарный дүниелерді кез келген адам ізденіп көре алатын ақпараттарда қате жіберіп дезинформация халыққа таратып отыр. Бұл негізі барып тұрған қылмыс емес па, Арман? Әрине. Халықты осылай алдауға бола ма екен? Жақсы, ары қарай да жедел түрде жүргізіп отырайық, просто анау басып жатыр да қайта бізге эфирімізге ше кедергі келтіріп. Жалпы негізі өзіне сенімді адам ондай дүние жасамау керек қой негізі. Әрине. Өткенде де Сайке өзіңе ескерттім. Сен ақпараттық кеңістікте бұл жерде информационный пространство. Сен бұндай жаңағыдай құйтырқы әрекеттерін жасама. Қаншама шығарған біздің посттарымызды да удалить етіп жатыр да қайта. Өзіңе сенімді болсаң отырсайшы. Сенімді. Келесіге өтейік. Мына жерде шексіздікке қатысты ақпарат берді. Дауыс естіле ме екен астына қосайға? Бұл Нұржан Смағұлмен сөйлескен несі ғой? Өз страницасын шығарып қойған бұнда. Қазір тұра тұрыңыз. Бесконечный дүние логикалық тұрғыда мүмкін емес пе? Логикалық тұрғыда мүмкін емес. Мен саған енді соны дәлдеп берейін деп тұрмын ғой, неге? Енді тұра тұрыңыз. Бесконечный нәрсе логикалық тұрғыда мүмкін емес болса, сіздің құдайыңыз қалай бесконечный болады? Енді қандай қателік бар екен? Бұл жерде сама ирония жасап отыр ғой, өз мазақ қылып отыр. Енді түсіндіріп кетейін. Жалпы Сайкеудің мына риторикасы бойынша бесконечность ұғымы логикада мүмкін болмаса, ол құдайың қалай бесконечный болады? Яғни құдайың қалай шексіз болады? Ол абсурд қой, ол мүмкін емес қой деген посыл жеткізіп келіп отыр ғой. Бір жаңалық ашқандай. Енді сізге түсіндіре кетейін, жалпы шексіздік ұғымы мына материяға бөлек қолданылады және материядан тыс абсолютті болмыс иесіне бөлек қолданады. Енді ең алғашқы қате осы жерде. Мысалы, логиканың өзі закон тождества дейміз, яғни бір-біріне ұқсамайтын, немесе жаңағыдай келмейтін, структурасы келмейтін, сипаттамасы бөлек нәрселерді салыстыру, бұл да үлкен ақымақтық негізі. Логикалық қате. Логикалық қате. Енді сізге түсіндіре кетейін. Мынау Томас Аквинскийдің философ соның кітаптарында да айтылады бұл мәселе. Жаңағы құдайдың шексіздігі жайлы, және құдайдың бар 5 причин почему существует Бог деген секілді өзінің трактаттары бар. Сосын имам Ғазали, мысалы ислам әлемінде жаңағы
өзіндік орны бар. Оның да ішінде мысалы жаңағы ваджибул уджуд болуы міндетті болмыс деп айтылады. Болуы керек міндетті болмыс, немесе Аристотельмен айтатын болсақ, алғашқы қозғаушы күш барлығын қозғалтады, бірақ өзі қозғалмайды. Яғни жаратушы деген абсолютті болмыс иесіне біріншіден кеңістік жүрмейді, уақыт жүрмейді, объект жүрмейді. Яғни осы өлшемдерден ада және одан тыс. Сондықтан да оған шексіздікті қолдана алмаймыз деп айту бұл үлкен абсурд. Жалпы абсолют деген дүниенің ұғымын түсінбей тұр ғой. Иә. Жалпы енді бұл енді атеист, жалпы осындай дүниелер айтады. Мына Нұржан Смағұлмен де өткен диспутында көп қателіктер жіберді. Диспутына біз мән беріп жатқан жоқпыз. Ресми өзінің шығарған парақшасындағы ақпараттарды талдап жатырмыз. Дегенмен енді бұл енді атеист болды, басқа әркімнің өз ұстанымы. Біз зайырлы қоғамда, зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Бірақ сен атеист бол, басқа бол, бірақ басқа біреудің ұстанымына тіл тигізуіне болмайды ғой. Әрине. Келісесіз ба? Мазақ қылып келеке жүдеуге болмайды оның үстіне. Ол барып тұрған қылмыс. Дегенмен де бұл жігіт андай перешел все границы дейді ғой, бүкіл шекарадан аттап кетті негізі. Сол үшін де біз осы нәрсені ұйымдастырып отырмыз шындап келген кезде. Бұл пропаганда, бұл қисық үгіт насихат елімізге үлкен қауіп әкеліп тұр шын мәнісінде. Тыңдайық мына жерде айтқан сөзін мұсылмандарға қатысты. Жаңағыдай арабтардың артынан еріп жүрсіңдер деген пікір бар өзінің. Арабтар Құдайды ойлап тауып, Құдаймен ақша тауып отыр дейді. Тыңдайық. Соның біреу арабтар ғой, Құдайды ойлап тауып, Құдаймен ақша тауып отқан. Қазіргі заманда кейіннен шыққан олар жаңағы ақша үшін ойлап тапқан дін. Саған Құдай бар, Алла бар дегізіп қойып, сені неге Арабияның жеріне баруды міндеттеп мойныңа іліп қойып, ақша тауып отқан арабтар емес па? Ол саған ешқандай да міндет деп отқан жоқ. Міндет қой, сенің парызың ғой арабтың жеріне бару. Оны саған араб емес парыз қылған, бір Құдай, бір Алла оны парыз қылған. Құдай арабтардың несі, сол кришасы, соларға спонсор болып отыр. Бізде сөйлессек бола ма? Связға шығып келісіп, Түркістанды қасиетті қылып, басқаларды Түркістанға келуге міндеттеп, Қазақстанның қалтасын толтырсақ, бізге бола ма сондай вариант? Бізде келсек те Құдайға байланысқан. Ондай тарихта болған, ол ақырында қырылып қалған ғой, аспаннан тас жаудырып. Жоқ, соны енді сөйлесек те Құдаймен связға шығып, біз пайызын беріп тұрайық. Процентін беріп тұрайық. Түркістанды қасиетті қылып келсейік. Сосын бүкіл әлемнің мұсылмандары Түркістанға келуге міндетті болсын, өмірінде бір рет. Ақшалары жетсе. Сөйтіп Түркістанға ақша шығарайық та, Түркістанның суын қасиетті су деп сатайық. Түркістанның қаратасын шайтанды ұрғанға сатайық. Сөйтіп бізде бизнес жасайық та, арабтар ғана байи бере ма? Оны жасағын келсе де сен жасай алмайсың. Вот, жасай алмай тұрып қой, көрдің ба? Арабтар бірінші бастап кеткенде, кто успел, тот и съел болып. Жоқ, кто успел, тот и съел болып тұрды, арабтар бірінші алып кетіп тұрды, бұл нишанышы. Сосын біз конкуренция өгірамай тұрмыз, не жабылып қалды ниша. Олар рыноктың бәрін жаулап алған, біз өгірамай қалдық. Ол соңғы пайғамбардың кезінде болған. Ой, соңғы деп айта береді. Біз соңғыдан кейінгі соңғы болып кішкене кіріп кетуіміз керек еді, бір пойызбен келісіп үлгермей қалдық та сол кезде. Егер біз бірінші халифтердің кезінде өмір сүрсек, мүмкін келісуге болатын еді. Омар Османдарға ақша беріп, братан, жарайды, Мекке бірінші бола берсін, екінші деп біздің Түркістанды қосып жіберіңдерші, ақырын Түркістанға бару парыз деген бір-екі хадис, Бухарилер бар ғой, соларға ақырын келісіп, кім тексеріп жатыр дейсің, мұсылмандар тексермейді ғой, братан. Ақшасын береміз, ақырын. Жатыршы, Омар Османдарға ақырын, братан, кімдерге айтшы, хадис жазатындарға бір-екі хадис қоссын да, осы Түркістан деген қасиетті, сол Түркістанға барсаң деген сауап аласың, 700 мың сауап деп, давай біз 700 мың динар береміз, келсейік та, братан деп. Сөйтіп келісіп, бір-екі хадис жазғызып, өзімізге алып алу керек еді. Соны просто алыста болып қалдық та. Шымкентскийлер алыста болып қалды негізі сол кезде, әйтпесе барып келісіп сөйлесіп келетін еді мына жерде. Қарашы, шымкентскийлер алыста болып қалды, барып келісіп келер еді дейді Құдаймен дейді. Болмаса сахабалармен. Бұл енді адамның сеніміне деген сондай қол соғу ғой негізі. Бұл қылмыс қой негізі. Бұл жерде бірнеше элементті қарастырып кету керек. Бұл жерде ұлтаралық алауыздықтың элементтері бар. Сосын қазақты арабқа қарсы қойып отыр. Қазақты арабқа қарсы қою. Екіншіден, жаңағы оскорбление религиозных чувств, яғни осы ислам дініне сенетіндердің сенімін қорлау элементі бар. Бұл екінші ескеретін нәрсе. Үшіншіден, Қазақстанның ішіндегі арнайы қалаға дискриминация жасау. Яғни шымкентскийлер деп, жаңағы шымкенттіктерді бөлек алып, яғни олар
өздерінің варианты бар, өздерінің тілдері бар, келісіп алады деген секілді. Бұл да бір дискриминация ғой негізі. Бұл барып тұрған қылмыс енді. Иә. Бізге қайта не алды? Бан келді қайттан, иә? Тағы бан келді ма? Тағы жіберіңіз. Жібере беріңіз. Бан жіберсе қайта жіберіңіз. Барып тұрған қылмыс қой. Арман өшіріп тастады, тағы да бізді бан берді, кешірім сұраймыз, иә? Қайта өшіріп жатыр эфиріміз, бірақ толықтай сақталып жатыр. Бұны Сайкю, уайымдама, қанша жерден бан берсең де, бұл видеоның записі сақталады. Сен әрбір айтқан сөзіңе жауап беруге міндеттісің. Құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатсың. Сол үшін қанша жерден бан бер, біз қоса береміз, иә? Жалғастырайық. Енді бұл менің сеніміме қол сұғып тұр. Менің де сенімім. Сенің де сеніміне қол сұғып тұр. Жалпы мұсылмандарды мазақ қылып отыр да, келекеш деп. Бұл енді адам атеист болсаң, өзіңе атеистсің да, бірақ саған кім құзыреттілік берді бұлай сөйлеуге? Мазақтауға, келекеждеуге кім рұқсат берді? Дұрыс айтасыз. Сосын соншалықты мынау сананың төмендігі, өренің төмендігі байқасаңыз, мұсылмандар тексермейді ғой бәрібір деген риторика сөз шықты байқасаңыз арасында. Сонда жалпылама 2 миллиард мұсылманға осындай қасиет тән деп бізге сондай бір қорлап тұр ғой. Өйткені қараңыз. Мұсылмандар білімсіз деген сияқты тұр ғой. Білім тексеріп жатыр ғой біз осы жерде. Ал енді қараңыз, как раз таки парадокс та. Сенің қанша жыл, 3 жылдан бері мысалы Сайкюдің эфирдегі былығын, өтірігін ешқандай атеист, агностик ашып бере алмады. Хотя олар ради справедливости әділ болу керек қой. Әрине, дұрыс айтасыз. Ал енді қараңыз. Ал как раз таки ақпаратты тексермейді деп айтқан мұсылмандар қазір сенің ақпаратыңды жаңағы не дейді, парақшаңды парша-паршасын шығарып жатыр да. Бұл парадокс. Сол үшін де мен айтам, мұсылмандар әуелден білімді, Аллаға шүкір, исламның өзінің алтын дәуірі болды. Ол жаңағы өрлеу дәуірі болды, күйреу болсын жаңағы мемлекеттердің. Бірақ ислам діні өзінің рөлін ары қарай жалғастыра береді, доминанттылығын. Әрине, бұл бір атеистке бола бүкіл ислам не қылып қалмайды ғой. Дегенмен, бірақ біз құқықтық қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін әр нәрсе сол құқықтың шеңберінде жұмыс жасау керек. Заң шеңберінде. Енді ары қарай да талдай берейік. Жақсы, ол сөздер үшін өз жауаптылық табылады. Мына жерде картинкамен шығарғандарын да жіберіпсіз маған, иә? Мына жерде мынандай картинка жіберіпті. Ашылып тұр ма? Так, БЗ 75 ғасырда Эгей теңізінде пираттар не дейді? Ораторлық не дейді? Үйренуге кетіп бара жатқан 25 жастар Юлий Цезарьді ұстап алды дейді. 25 жастар. Бұл жерде біздің заманымызда деп тұр ма сонда? Бұл жерде қателік біздің заманымыздың 75 ғасыры дейді. Начало нашей эры деп тұр ғой. Енді қазір біздің заманымыздың 21 ғасыры. Сонда бұл 54 ғасырды қайдан алды? Болашаққа. Өзінің страницасында тұр. Өзінің страницасында тұр. Значит, бұл жерде ол біз БЗБ деп беру керек. Біздің заманымыздан Юлий Цезарь әлі келген жоқ қой сонда. Сонда әлі келген жоқ, 54 ғасыр күтуіміз керек қой. Егер біз осы информацияға сенетін болсақ. Сол үшін де бұл өте өрескел қателік негізі. Бір әріп болса да дегенмен қате. Бір әріптің өзі үлкен нәрсенің рөл ойнайды ғой. Мән. Мағына өзгереді ғой. Мән-мағына өзгеріп тұрғаннан кейін бұл үлкен қателік. Жақсы, ары қарай кетейік. Енді қарасаңызшы, бұл жерде до начала нашей эры деген сияқты біз тарихтан өттік қой енді. Жақсы. Біздің заманымыздан бұрын. Мына жерде материал жетеді, Арман қазір, иә? Ары қарай талдай берейік. Жарайды, бұның өзі негізі өрескел қателік негізі. Иә, дұрыс айтасың, үлкен қателік. Так, көгершінге қатысты ақпарат бар екен берген. Не деген бәрі қате масқара, иә? Жақсы, ашайық, бірге талдайық. Біз негіз бір сағаттай болды отырғанымызға, әлі қаншама ақпаратымыз бар, иә? Иә. Көгершіндерді мынау дұғамен байланыстырғысы келіп жатыр. Жақсы болған бір эксперимент бар екен, соған қатысты. Тыңдайық бірге. Ырымшыл көгершіндер. Ырымшылдық бұл ешқандай байланысы жоқ екі жағдайды алып, біріншісі екіншісінің орын алуына себеп болады деп нық сену. Бұл адамдарда жиі кездеседі. Бірақ ырымшыл жануарлар бола ма? Осы сұраққа жауап табу үшін жануарлар мен адамдардың мінез-құлқын зерттеген ең атақты ғалымдардың бірі Гарвард оқытушысы Беррес Скиннер көгершіндермен тәжірибе жасаған. Ол 8 көгершінді бірнеше күн аз тамақ беру арқылы ашықтырып, осыдан кейін Скиннер жәшігіне бірнеше сағатқа қамаған. Бұл құрылғы ішінде әр 15 секунд сайын көгершіндерге тамақ түсіп тұрады. Тамақтың бір интервалмен тұрақты берілгеніне қарамастан, кептерлердің өздерін ұстауында өзгерістер байқалған. Мысалы, біреуі басын шұлғыса, екіншісі жәшік үшін айналатын әрекеттер жасаған. Көгершіндер осы әрекетін жасағанда тамақ беріледі деген рефлекс қалыптастырған. Ал шын мәнінде ол әрекет пен тамақтың берілуі арасында ешқандай байланыс жоқ еді.
Жем беру интервалын 1 минутқа ұзартқанда тамақ түссін деп құстар өз қимылдарын барынша жылдам және қатты жасауға тырысып қиналған. Кейде адамдар өзінің дұға, ырым жасауымен кездейсоқ сәйкес келіп қалған бір жақсылықты заңдылыққа балап, сол қайталанады деген сеніммен ырымшыл, діншіл болып кетеді. Бірақ бұл адам санасында ғана емес, басқа да жануарларда кездесетін қате байланыс қана. Әлемді танудың ең дұрыс жолы ғылыми әдіс. Арнаға жазылып, пікір қалдырып кетіңіз. Жақсы. Бұл ақпаратқа қатысты не айтасыз? Жарайды, айта кетейін, біріншіден жаңа Скиннердің несіне қатысты айтып отыр ғой, экспериментіне қатысты мәселе, көгершіндерге қатысты, ырымшылдығына. Енді бұл жерде Сайкюдің жіберіп отқан тағы бір қателігі, негізі сол эксперимент толық оқитын болсаң, мен сізге кітабын айтайын, ат жөнін. Бір көрермендерге айта кететін бір жайт, Арман бауырымыз ақпаратты айтса, кітаптың бетіне дейін айтады ғой шіркін. Бұл енді былай редко кездесетін феномен ғой енді. Алла тіл көзден сақтасын бауырымызды. Жақсы, айта беріңіз. 40 Study That Changed Psychology деген кітап бар. Яғни жаңағы Джон Хоктың кітабы. Сол кітаптың 81-ші бетінде жаңағы 8 көгершіннің 6-ауында ырымшылдық белгілер байқалған дейді. In 6 дейді. Демек, бұл жерде жаңағы ырымшылдық элемент тек 6-ауында ғана кәдімгі үстемдік құрып қатты байқалған. Ал екеуінде ондай байқалмаған қатты. Демек, бұл жерде ақпарат толыққанды дұрыс болу үшін, релевантты болу үшін осы экспериментті айтқаннан кейін толыққанды жаңағы results деп жазып кеткен, результатын, яғни нәтижесін, қорытындысын айтып кету керек еді. Яғни 8 көгершіннің екеуі эксперименттің нәтижесін бермей тұр. Яғни 6-ауы сондай бір инстинктивті түрде бір мінез қылып көрсетсе, екеуінде ондай мінез қалыптаспағандығын айту керек қой. Соны айтып кету керек. Сол кезде ақпарат толық болды. Және де оны адамдардың дұға тілеу, дұға сұрауымен салыстыру аналогияда қателік негізі. Дұрыс. Жаңағыда закон тождествоны білмеу ғой бұл. Бұл жерде негізі көп салыстыру объектісі дұрыс емес. Жалпы қателік негізі салыстыру. Логикалық та қате, жалпы ақпаратты дұрыс ашпаған. Ашпаған. Сол қателік. Масқара енді. Бұл елге деген үлкен жасалған қиянат, дезинформация. Кругом қанша ақпарат ашып жатырмыз, бәріне дезинформация. Келесіне өтейік. Қан топтарына қатысты мәлімет беріпті. Бұл жерде де теріс дезинформация ақпарат таратқан. Жақсы, тыңдайық, аха. Қан топтарын ашқан кім? Қазір қан құю арқылы миллиондаған адам өмірін сақтап қалады. Бірақ бұл процесс әуел баста өте қауіпті болған. Неге? Себебі ол кезде қан топтары жайлы білмедік. Адамдардың қанындағы өзгешелікті анықтаған ғалым Карл Ланштайнер еді. Ол адамдарды алғашқыда A және B, O топтарына бөлсе, кейіннен AB қан тобында ашты. Бізше айтқанда 1-ден 4-ке дейінгі қан топтары. Бұлай бөлу қызыл қан жасушаларының бетіндегі антигендердің бар жоқтығымен байланысты. Осылайша ерекше антигендерге арналған антиденелері бар адамға антиденелері жоқ донордың қанын құюға болмайтынын білдік. Бұл қанның қоюланып, үйіп қалуына алып келеді. Бұл жаңалық қылмыстық зерттеулерге де үлес қосты. Антропологиялық тұрғыдан да адамдардың географиялық таралуын жақсырақ түсінуге мүмкіндік берді. Қан топтарын ашқан үшін Карл Ланштайнерге 1930 жылы Нобель сыйлығы берілді. Арнаға жазылып, пікір қалдырды. Жақсы. Осы ақпаратты талдау жасап жерге қан топтарына қатысты. Айналайын Сайкөжан. Енді қан топтарынан енді ондай қателік жіберу енді мынау енді грубо ошибка. Мен айта кетейін. Адам қарай алады ғой. Карл Ланштайнер А, Б қан топтарын ашты және кейінде А, Б қан тобын ашты деп айтылған. Сөйтіп айтылған сөз бар ғой. Дұрыс па? A, B кейінде ашты деп айтады. А, Б қан тобын да ашты. Енді қараңыз. A, B-ді ашты, A, B-ді ашты деп айтты ғой. A, B-ді ашты. Енді қараңыз. Карл Ланштайнер 1901 жылы A, B жаңағы A, C қан топтарын жеке дара ашқан белгілі, бірақ A, B қан тобын Карл Ланштайнер ашқан жоқ. Мен сізге айтайын. Түсетіп кетейін. A бөлек, B бөлек, AB бөлек қой. AB қан тобында бұл Карл тапты деп тұр. Аха. Бірақ AB қан тобын басқа адам тапқан. Жақсы, осыны айтып. Соны айтып кетейін сіздерге. Нақты мен дерек көзімен айтайын, сенімді болсын. The Egyptian Journal, сол журналда, арнайы университеттің сол журналында нақты келеді. 1902 жылы фон де Кастелло мен
Стурли деген ғалымдар AB қан тобын ашты деп келеді. Яғни 1 жылдан кейін. Сондықтан да бұл жерде біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Карл Латшайнер алғашқы ACB-ді ашты, бірақ AB қан тобын ашқан жоқ. Ол мынау видеода берілген мәліметке сәйкес. Бұл үлкен қателік. Әрине, Өйткені біреудің еңбегін басқа біреуге теліп қою қиянат қой негізі. Әрине. Және оны халыққа дезинформация тарату, ол өз алдына бөлек елге жасап жатқан қиянат. Бұл жерде мен ойлаймын, былайша айтқан неосторожность дейді ғой. Ақпаратты іздеу барысындағы байқампаздықтың болмауы, дұрыс елемеу, дұрыс фильтрден өткізбеу және факт-чекингтің өте әлсіз болуы. Сондықтан да мұндай ақпараттың берілуі өте қате. Өйткені Де Кастелло мен Стурлидің тапқан, ашқан AB қан тобын мыналарға телу. Сенбесеңіз, мысалы, осы жерде отырған көрермендерге айтсаңыз болады, кез келген Google-ға жазсыншы, кто открыл жаңағы группировку жаңағы AB, группа крови AB. Группа крови AB деп жазса, бірден не шығарып береді ақпарат. Кез келген сайтта бар бұл. Кез келген. Тағы да дезинформация. Ғылыми ақпарат беріп отырмын. Парақшамды көрсейші деген адамның қаншама өтірік дезинформация ақпараттар шығып жатыр. Әрине. Бұл қиянат қой негізі. Жалпы дезинформация тарату қылмыс қой негізі. Әрине, бізде статья бар оған. Иә, жақсы. Ары қарай да талдай берейік, қаншама ақпаратымыз бар мұнда. Тағы да бір картинка қылып жіберіпсіз, иә? Теология ғылым емес, леп белгісін қойып тұр. Яғни, бұл енді кез келген адам теологияның ғылым ретінде ресми тіркелген білет, бірақ бұлның ойынша ғылым емес екен. Бұл ақпаратқа қатысты не айтасыз? Жақсы, бұл ақпаратқа қатысты мен айта кетейін. Біріншіден, теологияны ғылым емес деп айтуының өзі бұл үлкен бос абсурд нәрсе, сандырақ. Өйткені теологияның ресми ғылым ретінде мойындалған, тіпті оған қатысты мамандық бар. Ол әлемдік университеттерде оқытылатынын біз барлығымыз білеміз, иә? Қазақстаннан тыс, тек Қазақстанда емес, Қазақстаннан тыс әлемде. Бұл біріншіден. Екіншіден, біз ең ұлы ғалым санайтын, иә, рейтинг бойынша да жалпы влияние дейміз ғой, әсері бойынша да, ықпалы бойынша да ұлы ғалымдардың бірі физик. Исаак Ньютонның өзі, мысалы, математиканы бұл жаратушыны танудың іздері деп санаса, яғни бір із деп. Ал теология бізге соны толыққанды түсіндіретін ғылым ретінде қарастыратын өзі де айтып кетеді. Әл-Фарабидің де сөздері бар ғой бұған қатысты. Әл-Фарабидің өзінің ғылыми жаңағы классификациялық еңбегін трактатында осыған қатысты нақты айтады. Яғни теология бұл абсолютті болмыс иесін, яғни жаратушыны тану жолындағы ең маңызды ілім, яғни философиямен қатар. Сондықтан маңызды ілім ретінде қарастырады. Және Блез Паскаль, біз білеміз, әйгілі жаңағы біз қысымында айтқан кезде еске түседі. Паскальдың өзі жалпы теологиясы, мысалы, былай айтады. Иә, біз материалдық әлемді физика, математика секілді ғылымдар арқылы біз тануымыз мүмкін. Бірақ руханиятқа қатысты ғылым бізге толық жауабын бере алмайды. Ал сол руханиятқа қатысты немесе жаратушыны тану барысындағы мәліметтерді біз міндетті түрде теологияға сүйеніп аламыз. Ал теологиясыз біз оны түсіне алмаймыз деп айтады. Блез Паскальдың өзі. Сондықтан да бұл өте өрескел қателік. Себебі бұл біріншіден официально наука болып саналады, ресми. Бұның статусы бар. Бұл мамандық болып оқытылады. Бұл магистр дәрежесі беріледі. PhD доктор дәрежесі беріледі деген секілді нәрсе. Жақсы. Рахмет. Жалпы осы теологияға қатысты өзіміздің данышпандарымыз Абай Шәкәрімдер де біраз сөздер айтты ғой. Жалпы дінге қатысты, жалпы қоғамның жаңағыдай дұрыс өмір сүруіне, жаңағы Құдайға сенудің жаңағыдай үлкен рөлі бар екендігіне туралы көптеген шығармалар бар, көптеген еңбектер бар. Жалпы енді Абайды Шәкәрімді ағартушы біздің жоғары дәрежеде құрметтейтін біздің аталарымыз ғой енді шынын келген кезде. Ел болып құрметтейміз деген сияқты да. Абайдың өзіне мысалға бір облысымызды беріп қойдық. Абай облысы. Абай облысы деп. Сонда енді Аллаға шүкір сондай данышпандардың бізден шыққанына біз қуанамыз әрдайым. Әрине. Так, бірақ өкінішке орай бұл өзін ағартушы санап жүрген жігіт Абай Шәкәрімге қатысты не айтады екен? Соны тыңдап көрейікші. Бір неге келіп, қонақ келіп сұрақ қойып жатыр. Бір қарындасымыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен білейін дегенім, сізге сұрағым, мұсылмандарды мен алдында сізге нормально қарап жүргем ғой. Сіз зомби деп айтатыныңыз рас па?
сіз зомби деп айтатыныңыз рас па? Иә. Мұсылмандарды зомби деп айттыңыз рас па дейді. Иә дейді. Мұсылмандар зомби екен. Кім бұл? Бұл қақтан шыққан данышпан ағартушы. Мұсылмандарды зомби деп айтуға кім бұған құзырет беріп қойды? Яғни мен сен және мынау Қазақстандағы бүкіл мұсылман бұның көзінде зомби екен. Яғни санасы Сен бұзылған. атеист бол, сен мұсылманмен келіспеуіңе болады. Бірақ сен біреудің сеніміне қол сұғуыңа болмайды. Біз құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Дұрыс па, Арман? Әрине. Тыңдап шығайық мына видеоны ары қарай. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен білейін дегенім, сізге сұрағым, мұсылмандарды мен алдында сізге нормально қарап жүргем ғой. Сіз зомби деп айтатыныңыз рас па? Иә. Неге? Зомби мұсылмандар бар ғой. Неге одан кейін мысалы Абай Құнанбаев адасқан десе? Менің көзқарасымда ол Абай Құнанбаев адасқан ба деп сұрап жатыр. Мысалы Абай Құнанбаев адасқан десе? менің көзқарасымда оның сенімінен, иә. Типа, ой, бұл Абайды да адасқан дейді, бұл ертең Шәкәрімді де адасқан дейді, бұл Тақаевты да адасқан дейді деген сияқты әңгімеге тартып, өздерінше ойын ойнағыларың келеді да. Иә, адасқан деп айтам, себебі мен олардың сенгеніне сенбеймін, сенуге міндетті емеспін. Масқара. Сұмдық мынау. Абай мен Шәкәрім Тоқаев адасқан дейді бәрі. Бұл ағартушының түсінігінде. Арман, ойланшы. Біз төбемізде орын бар, алтындай құрметтеп отқан Абайды адасқан дейді бұл. Бұның өзінің парақшасында небір дезинформация тұр, халықты бұл адастырып отыр, бірақ өзін ағартушым деп отыр. Сөйте тұра Абай мен Шәкәрімді адасқан дейді. Бассыздық қой бұл барып тұрған. Сонда біз қыруар қаражатты Абайды дәріптеуге, Абайдың жалпы бүкіл әлемде қанша мүсіні бар? Жалпы, Нұреке, былай қарайтын болсақ, әлемнің 70-тен астам мемлекетінде Абайға мүсін қойылған. Және де арнайы кітапханалар ашылған, мысалы Египетте болсын, Европа мемлекетінде Чехия болсын. Одан кейін жақында ғана біз білеміз, жаңағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың мына Түркменстанға барып, арнайы жаңағы мүсіннің ашылуына барып қайтқан. Иә? Одан бөлек біз білдей бір облысымызды Абайдың атына беріп отырмыз, шығыстағы, иә? Енді қараңыз, жалпы Абай бұл қазақ деген сөзбен ассоциацияланатын ұғымда, түсінесіз ба? Әлем халықтарының көзіне, мысалы біз орыстарды айтқанда Пушкинді, болмаса жаңағы немістерді айтқанда Гетені деген секілді есімізге түседі ғой. Біз байланыстырамыз ғой. Қазақ деген кезде бүкіл әлем Абай деп таниды бізді. Біздің эпопеямыз бар, Мұхтар Әуезовтің жазған. Енді ойлаңызшы, сондай ұлы тұлғамызды адасқан деп айту, бұл қылмыс, надандық және өзінің ұлтына деген, өзінің идентификациясына, жалпы өзінің халқына деген бұл үлкен құрметсіздік та, былайша айтқанда өзінің тарихына, тарихи тұлғаларына түкіріп отыр ғой бетіне. Бұл қазақ пекен өзі жалпы. Бұл не деген бассыздық, бұл қазаққа жасалып жатқан үлкен қиянат қой, озбырлық қой, бұл қылмыс қой. Әрине. Біз данышпан деп жүрміз, біз бәріне Абаймен мақтанамыз дейміз, сонда бәріміз ақымақ екенде сен ғана ақылдысың ба? Қаншама дезинформация таратып отырсың, ғылымға сәйкес келмейтін қаншама ақпараттар беріп отырсың мына жерде. Кез келген мектеп оқушысы тексере алатын ақпараттарды қисық қылып бұрмалап отырсың, өзіңді ағартушым деп отырсың. Және бұны бір қызығы қаншама адамдар қолдап, Каспийна болсын, жаңа айтып отыр ғой. Бұл қылмысты ұйымдасқан түрде жасап жатыр ғой. Бұл қолдау алып отыр. Бірнеше адам отыр қасында. Өтірік журналистпін деген тағы біреу жүр деген сияқты. Бұның бәрін тексеруде Алла қаласа құзырлы органдар жұмыс жасайды ғой. Енді қараңыз, бір қызығы группа лиц болып жұмыс істеп отқанына менде нақты дәлел бар. Қазір тыңдайық осы жердегі отқан адамдармен бірге, иә? Тыңдайық. Қылмысты бұлар ұйымдасқан түрде жасап жатыр. Абайды надан, Абайды адасқан деген лозунгты, осындай пропаганданы ұйымдасқан топ болып жұмыс істеп отыр. Бұлар өзі қазақ па екен негізі? Мен күмәнім бар. Бірақ қазақ осылай жасай ма, қиянат жасай ма? Жоқ, қазақ мынандай нәрсе бар да, қазақта тектілік деген ұғым бар, иә? Дұрыс айтасыз. Текті адам ақиқатқа тоқтайды, иә? Мен ойлаймын, кез келген қазақ Абайды айтқан кезде, Шәкәрімді айтқан кезде тоқтау керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Өйткені бұл қазақ халқының феномені, бұл біздің былайша айтқандағы алтын күмбезіміз, бұл біздің мақтаныштарымыз, түсінесіз ба? Кез келген әлемге ұялмай, ашық көрсететін біздің данышпандарымыз, біздің былайша айтқанда сондай біздің бет бейнеміз әлемнің алдында, біздің брендіміз, түсінесіз ба?
Ал соны келіп адасқан деп айту және соған мысқылдап күлу. Мен айтамын, сен кімсің, Абай кім? Сен Абайдың тырнағына татымайсың ғой. Сен қалай ондай ұлы тұлғаны біз 175 жылдығын тойладық, 180 жылдығын тойладық. Сондай ұлы тұлғаны келіп сен қалай адасқан деп айтасың? Мен Рөкеда, мен өте сабырлы адаммын. Бірақ мен расымен де кез келген қазақтың ішінде намыс бар деп ойлаймын. Мен бірақ дәл осы сөзді естігенде шынымен де қатты ашуландым, расын айтайын. Өйткені менің ол маған тиіп отыр да. Бірнеше жылдан бері осындай пропаганданы жүргізіп жатыр ғой. Дінге қатысты қаншама дүниелер жасап. Және бұның қасында адамдар бар. Қазір тыңдайық мына видеоны. Жақсы тыңдап көрейік. Көрермендер көрсін. Жалпы ел білсін. Бет пердесін ашайық барынша бұл бастағаннан кейін. Аман өзіңіз. Аман, Аллаға Бұл былық кім, атеист па? Бұл Ысқақтың 10 аяғы ғой ол. Контент мейкері ма? Мейкері. Азанда Ысқақ деп оянады, кешке Ысқақ деп жатады. Былық атың кім былық? Құдай берген. Құдай берген тегін істеп жүрсің ба сол нені? Монтажды? Тегін бір нәрсе бар ма осы өмірде? Ақша бере ма? Әрине. Азеке что-то жоғалып кеттіңіз ғой. Иә. Көрінбей кеттіңіз бе? Отпускаға шығып едім ғой. Бізде де тегін жүрмейміз ғой бұл. Дұрыс. Көріскі. Жан жақты сол Ысқақтың абыройына жұмыс жасап жатыр ғой. Иә? Түсінгенім, иә? Соны бетперде алып. Кімдер былықтар ма? Былықтар енді ақшаға істеп отыр ғой. Былық сен сияқты қанша адам бар ақшаға істейтін? Бір 10 шақты адам бар ма? Ондан көп шығарлы. Кәдімгідей сендердің салған видеоларың рекке шығып кетіп 100 мыңдаған просмотр жинап. Оны TikTok-тан продвижение сатып аласыз ғой. Бөлек па? Иә, бір 100 мыңға бір видеоға алсаңыз, нормально жинап береді. Подписчигі мен қосып жинап береді, иә? Әрине. Ол сонда рекке өзімен өзі шығып кетіп отқан жоқ па? Рекке TikTok өзі аудиторияға қарайды да шығарып береді. Бәрі осы андай сатып аласыңдар, иә? Ақша басқарып ол ақшаның бәрі қайдан келіп жатыр оны? Айтуға болмайды оны. Ақша басқарып тұр ғой бәрін дейді. Қараңыз, бұл нәрседе жүйелі түрде бірнеше адам осы қылмысты жасап жатыр ғой. Қаржыландыру арқылы, иә. Ойлаңызшы, дезинформация таратуды, жаңағындай Абай шәкәрімді адасқан деп айтуды, яғни қисық пропаганданы жасауға бірнеше адам. Ойлаңызшы, мүдделі. Қалай түсінесіз біз? Енді мен былай түсінем. Қараңызшы, жалпы енді бұл өзінің видеоларында ашық айтады ғой. Мен халықтың көзін ашу үшін жүрген адамын, ғылыми танымдық ақпараттар шығарамын, сендер ойлансын дейді да. Бірақ как раз таки парадокс. Бұны тыңдайтын адамдардың сыни ойлауы бар екендігіне мен күмәнім бар. Себебі бұның не дейді, соқыр сеніп жүрген, немесе жаңағы әр посттың астына келіп Ысқақ красавчик деп жазып кететін, сонда догматикалық соқыр сеніммен еріп жүрген адамдарды түсіну керек та. Иә, бұл идеал емес. Жалпы мен не үшін айттым? Өткенде Шәкәрімнің сөзі бар осы тұста. Шәкәрім айтады ғой, пайғамбар әулие айтты десе дағы ақыл қабыл алмаса ол маған жат деді. Яғни біздің жалпы ислами философиямен қарасақ та Құрандағы айттар бар. Мысалы да, көптеген ойлану мәселесіне қатысты. Жақсы. Енді бұл нақты көрсеткен видеомыз бұл ұйымдасқан топ болып жұмыстап жатқанына нақты дәлел. Иә. Яғни шоқтығы биік әрбір қазақтың төбесінде орны бар Абайды адасқан деп айтылып отырған пропаганда эфирін бірнеше адам насихаттап, бірнеше адам мүдделі түрде ақша алып жұмыс жасап отыр. Дұрыс па? Әрине. Енді біз қазір оның аккаунттың артында кім отырғанын білмейміз, бірақ Алла жазса, құзырлы органдар айналысса тауып алады ғой, оларға оңай ғой, енді оларда тиісті нелер бар, құзыреттіліктер бар деген сияқты. Дегенмен бұл енді мұсылман жақсы атеист екенсің, басқа екенсің да, иә, сен оймен келіспеуіңе болады, бірақ ешкімді сен адасқансың деп айта алмайсың. Бұл уже біреудің сеніміне қол сұғу болып саналады. Бұл қылмыс.
Екінші, бұл сен адасқан деп өзіне келіп отқан адамдарына айту бір жөн. Абай, Шәкәрім және Тоқаев адасқан дейді. Бұл ақылды екен да, дезинформация таратып отыратын. Но ақпараттық дәуірде өмір сүріп жатыр, кез келген ақпаратты елеп, қайсы рас қайсы шын екенін білуге оңай дәуірде өмір сүріп отырса да, бірақ қаншама ғылыми қате ақпараттар беріп отыр. Ғылымға қатысым бар дейді. Ағартушым дейді. Былайша айтқан кезде дилетант қой бұл. Дұрыс айтасыз. Дилетант таза, шарлатан. Дұрыс айтасыз. Қалай өзін мен ағартушым дейді. Абай айтпағанда өзін ағартушым, Шәкәрім айтпағанда өзін ағартушым дейді. Алтынсарин айтпағанда, Байтұрсынов өзін ағартушым деп айтпағанда, бұл өзін ағартушым дейді. Ал Абай мен Шәкәрім де адасқан дейді. Бұл не ол? Бұл елге жасаған күлкі ма? Жалпы анау айтады ғой, өз-өзін мақтаған өгіз тентек дейді ғой қазақта. Керемет сөз бар да. Самозванец қой, бір сөзбен айтқанда. Саған атақты, статусты халық беру керек. Мен ешқашан өзімді бір ғылымның ішінде жүрген адамын деп айтпаймын, немесе осындай күшті кереметпін деп айтпаймын. Неге? Өйткені менің принципім өмірлік, кредом арық сөйлеп семіз шық. Яғни жаңа поступок всегда важнее слов. Яғни сенің әрекетің, сенің жасаған жобаң, сенің идеяң, сенің мына ғылыми жұмыстарың сенің орныңа сөйлеу керек. Сенің тұлғалық болмысыңды ашу керек. Несі ба? Осындай менің көзқарасым. Дұрыс айтасыз, Арман бауырым. Ары қарай да талдау жүргізейік. Енді шамалы мына жерде біраз жүргізіп қойдық эфирде, 1 сағаттан астам уақыт болды. Жақсы, енді бұл істеп жатқаны анық қылмыс екенін кез келген адам түсінеді деп ойлаймын. Эфирді көріп отқан кез келген адам, жаңа эцпсы бар, басқасы бар, өздерінше әрекет жасай берсе де болады. Үйінде отырып осы видеоны алып, одан да бөлек тиісті жаңағындай кісілер жұмыс жасайды ғой, енді Алла жазса. Алла қаласа. Бұл қатты кетті негізі. Бұл нені? Виртуальный мен реальностьті шатастырып алды бұл жігіт негізі ше? Иә, дұрыс айтасыз. Виртуальность пен реальность шатастырып алды негізі, артық кетті. Келесін тыңдайық, жақсы. Ана неге қатысты ғой? Жердің өлшеміне қатысты ақпаратты. Аудио естіліп тұр ғой? 2200 жыл бұрын жердің радиусын есептеген грек ғалымы. Көне гректерде сауатты адамдардың барлығы дерлік жердің дөңгелек екенін білген. Оны Аристотель сияқты ғалымдар күн тұтылуы кезінде айдың бетіне түскен көлеңкеге қарап анықтаған. Бірақ жердің қаншалықты үлкен екенін білмеген. Эратосфен кітапханашы болып жүрген кезде оған бір хат келеді. Хатта Свенет қаласының тұрғыны тал түсте құдыққа қарағанда басының көлеңкесі күнді толық жауып қалатынын айтқан. Ал дәл осы уақытта Александрия қаласында күннің сәулесі таяққа тігінен емес, 72 градус көлбеу бұрышпен түсетінін Эратосфен байқайды. Жердің дөңгелек екенін ескеріп, екі қала арасында қашықтық 800 километр екенін білгеннен кейін, есептеулер жүргізу арқылы Эратосфен жер шеңберінің ұзындығын дәл табады. Ол 40 000 километр еді. Жақсы, қазір мына жерде бір мән беретін моментті қосып жіберейік. Толық жауып қалатынын айтқан. Ал дәл осы уақытта Александрия қаласында күннің сәулесі таяққа тігінен емес, 72 градус дейді. Осы ақпаратқа қатысты. Жақсы, түсіндіре кетейін. Осы тұста енді бұл жерде... Сіз енді кітаппен айтқан жақсы көресіз, осы жерде кітаппен нақты дәлелдеп кетсеңіз, бетімен келтірсеңіз әдемі болады. Кітаппен айта кетейін, қараңыз. Карлос Саганның «Космос» деген кітабы бар. Сол кітаптың 26-шы бетінде как раз таки осы Эратосфеннің осы жердің радиусын, яғни ұзындығын өлшеуіне қатысты оқиған жазады. Жаңағы қарасаңыз, қаланың Александрия мен Синета қаласының арасындағы өлшемді айтып отыр ғой, соған сәйкес. Енді қараңыз, бұл бейнеде ысқақ жаңағы өлшемді 72 градус деп беріп тұр, иә? Негізі ол қате. Сол кітаптың 26-шы бетінде 7 degrees деп жазылады. Ашық. Біз білеміз, 7 мен 70-дің айырмашылығын, иә? Яғни 7 градус деп жазады. Енді қараңыз, ол кездегі өлшем бойынша, жалпы стадий дегенмен өлшеген, қазір біз километр өлшейміз ғой. Шамамен біз 360 градустың 7,2-ке бөлеміз. Шамамен 50 болады, жуықтап алғанда. Ол 50-ді біз тағы жаңағы неге көбейтеміз? 5,000-ға жаңағы. Сонда бізде 250 000 стадий, ол шамамен жуықтап алғанда 39 000, 40 000, шамамен 40 000 километр. Бұл негізі өзінің шығарып тұрған ақпаратын түсініп тұрған жоқ қой. Негізі мына жерде картинадан қарайтын болсаңыз, картинаның өзінде мынау градус, мына жерде 7,2 градус болып шығады. Қазір мен мына жақта мүмкіншілік бар ма бізде? Қазір сызайыншы осы жерде отырып. Жалпы бұл мектептің бағдарламасы ғой енді.
не ақпарат берініп отқанын өзі түсінбейді бұл жігіт. Еще ғылым дейді. Ғылымнан садаға кеткір. Міне, ашылды ма? Так, көрініп тұр ма сызған мына жерде? Сызықтар көрініп тұр ма эфирде? Ақыласлайын ба? Сайкю сабақ берейік саған, геометрияны оқытайық. Мұсылмандардан сабақ ал, Сайкю. Так, мынау бәріміз білеміз, я? Оны қатты қалың болып кетті ме? Көрініп тұр ғой, я? Көрініп тұр. Енді мен ондай қатты не емес, художник емес, дегенмен келтірейін. Мынау бәріміз білеміз. 90 градус. Иә. 90 градус. Мынаның ортасы 45 болады бізде. Иә. Енді мынау 3-ке бөлеміз 15-тен. Иә. 45-тің енді 15-15-тен толық мөлшері 45 болады ғой. Дұрыс па? Иә, иә. Енді қараңыз, мынау 45 болса бізде ортадағы 15, 60, мынау 75, шамамен 72 градус деген мына жерде болады. Яғни қазір мен қызылды алайын. Міне, Сайкю, ана Ақылтайдың эфирінде көріп отқан шығарсың бізді. 72 градус мынандай болады. Інім, жасың менен кішкентай екен. Мынау 72 градус болады. Енді дәл солай алатын болсақ, мына ортасы 45 болатын болса, 15-15-тен 3-ке бөлсек, я, мына 15 градус болса, 7-2 градус деген Сайкю мынандай болады міне. Шамамен айтып жатырмын мен мына жерде. Сенде как раз таки картинада осылай тұр. Міне. Мынау 7-2 градус. Ағартушы мырза, мынау сарымен белгілеген 7-2 градус. Қызылмен белгілеген 72 градус. Бұны яғни таратып отқан ақпаратын білмейтін визуалды түрде байқауға болады. Иә. Яғни ана жердегі қарасаңыз, мына видеода қарайтын болсақ қазір, видеоға өтек қайтадан. Картинка бөлек, айтып жатқан бөлек. Картинада визуалды түрде қарасаңыз, міне 7-2 градус беріп тұр. Бұл мектептің бағдарламасын білмейді, но градусты ажырата алмайды. Геометрияны оқымаған. Иә, геометрия оқымаған. Сөйте тұра, мен кіммін дейді? Ағартушымын дейді. Ағартушымын дейді. Мынаның өзінде тұр ғой, жақындатсақ. 7.2 деп тұр ғой. Міне, көріп тұр ғой, я? Анық көріп тұр ма? Иә. Картинаның өзінде 7-2 градус деп тұр ғой. Сен сонда ақпарат салар кезде, Сайкю, қарамайсың да ма сонда? Сен таза бұлық қой мынау. Картинаның өзіне мән бермей тұр ғой. Енді сізге тағы мынау масқара ғой мынау. Өте өрескел қате мынау. Картинаның өзінде 7-2 деп тұр ғой. Жоқ, енді қараңызшы. Тағы бір қызық сізге мәлімет айта кетейін. Масқара. Не айтып отқанын Сайкю білмейді. Халыққа не таратып отқанын білмейді. Сөзім жоқ мен. Абсурд мынау, масқара ғой, сұмдық мынау. Мектептің бағдарламасы бала білетін бағдарлама. Соны айтам. Бала бір элементарны дүниені білмейді, түсінбейді. Сөйте тұра, мен ағартушымын дейді. Мынау масқара емес па? Артынан ергендер. Сонда сіздер құлай сүйдім сені деп тұрсыңдар ма? Өздерің білесіңдер ғой енді кімнің артынан ерсеңдер де. Бірақ дегенмен де мынау енді масқаралық қой енді. Кез келген адам ажырата алады ғой мына нәрсені. Дұрыс айтасыз. Біреуге қараңызшы. Мынаны қараңызшы. Мынау абсурд нәрсе да, өте үлкен ақымақтық. Енді мен сізге мысал келтірейін. Жарайды, егер дәл Сайкю айтқандай 72 градус болса, өлшем, онда біз жаңағы формулаға сәйкес жердің радиусын немесе ұзындығын анықтау барысында, онда тағы да 10 есеге кішірейтуге мәжбүр боламыз. Демек, Сайкюдің есептеуі бойынша жердің ұзындығы 40 000 километр емес, 4 000 километр болу керек. Сонда біз ғаламшардың өзін кішірейтіп беріп отыр ғой бұл. Түсініп ба? Бұл сонда жай ғана сен математик болмай, логикаға салғанның өзінде түсінуің керек қой, көкем-ау. Сен Ысқақ, Сайкю, сен өтініш, сен ғылым туралы ешнәрсе сөйлемеші. Өтініш. Мынау масқара ғой, элементарный мектептің бағдарламасын білмейді мынау. Қараңыз, картинаның өзінде 7,2 деп тұр, түсініңіз ба? Енді қараңыз, мен сізге баға кітаптың бетінде айттым. Карл Саганның космос кітабы 26-шы бетін ашып қараңыз. 7 degrees деп тұр. 17 деп тұрған жоқ. Және бұған қатысты мәліметтердің бәрін 7 градус деп келеді. Ал енді бұл 72 деп алатын болса, сол жай ғана видеода емес, бұл біздің радиуста кішірейтіп беріп отыр ғой жердің планетасын. Әрине, математиканың жалпы қағидаты бойынша алғашқы мән дұрыс болмаса, сен қанша жерден дұрыс формулаға салсаң да, соңғы нәтиже қате болады ол. Бұл масқара, мен сізге айтайын. Ағартушымын деп жүрген адамның мынандай өрескел қателік жіберуі, бұл былайша айтқанда өте масқара. Бұған арман. Интернет дұрыс ақпарат беріп тұрса да,
өзі бұрмалап жатыр ғой. Мынау интернеттен алған картинасы ғой, енді монтаж жасаған кезде. Интернет бұған дұрыс ақпарат, мәлімет беріп тұр, бірақ өкінішке орай бұл қате ақпарат беріп жатыр. Ортасындағы үтірді көрмеген ғой, нүктені ма? Нүктені көрмейтін себебі мына градусты ажыратамай тұр ғой. Элементарный мектеп бағдарламасын түсінбей тұр ғой бала. Дұрыс айтасыз. Мектептің программасы абсурд. Сен қалай теологияға кіресің, сен мектептен шыққан жоқсың әлі. Ойлайшы. Ғылымдардың ішіндегі ең мықтысының бірі да, теология, оның ұлыларының бірі да. Сен теологияны кіресің, ислам дініне кіресің, бірақ сен қарапайым орта сыныптың бағдарламасын түсінбейсің геометрияны. 90 градус қанша болады өлшемі? Перпендикуляр деген не? Бауырым, қараш, жақсы. Одан сама ирония, одан бұрын бұл нәрсені ол мақтанып, мен ағартушылықпен айналысып жатырмын деп өзінің ресми парақшасына шығарып тұр. Градусты ажыратамайтын ағартушы бар ма сонда? Бола ма, қалай болады сонда? Бұл масқара ғой енді, сама ирония ғой бұл. Өз-өзін күлкі қылып, өз-өзін масқаралау және надандығымен мақтану. Түсінесіз ба? Көпшілікке. Мен көріңдер ағартушылығымды деп па? Мен көріңдер ағартушылығым. Мен градусты ажыратамаймын деп тұр ғой. Ашық. Осыдан кейін енді менің парақшамды көрмейсің бе деген сөзің енді. Қызық үшін тағы бір тыңдап жүрейікші сол видеосын. Жақсы тыңдап жүрейік, қосып жіберсеңіздер, аха. Мақсатыңды білейін деп едім осы мына эфирді. Мақсат деген ағартушылық қой. Амансың ба оғлым, қарайсың? Жақсы. Қайттан қосылып қалдым. Күнде қосылып біріміз біліп алдық қой. Не? Әлі есіңе сақтамайсың ба? Жалпы мүмкін әдейі адастырып жатыр ма екен ше? Бұл енді масқаралық қой енді. Мына жерде комментарияны оқып отырсаң. Ақымақтық шығар енді өзін. Мына жерде ысқақ ағартушы дейді ғой, мән ол. Адамның ойына кіріп шықпайтын сөздер жазады да комментарияда. Нормальный сөз ғой, кәдімгі қазақтың сөзі ағартушылық деген. Ағартушы деген сөздің мағынасын түп санасын зерттеп білмейтін адам ғой ол. Жоқ, өте дұрыс. Неменесі бар ол білмейтін? Ағартушылық деген. Сен айтшы бізге мағынасын жарайды. Не үшін қолданады оны? Кімге қолданады? Сен бір сөзге тірелмеш. Жоқ, ағартушы болатындай сен не істедің? Сен мына жерге комментариямен, мына жерге Каспий номерін жазып қойғаннан басқа сен не істедің? Парақшама кірмейсің ба? Парақшаңда сен андай кіріп көрдің мен сен парақшаңа андай бір сауатсыз видеолар дейміз ба сондай? Мысалы, қайсысы сауатсыз? Андай Инстаграм, тиктокта тұрған бір көпшіліктің көрген бір сауатсыз видеоларының әрі қиындысы жаңағы бір. Мысалы? Бар нәрсені бар қылып сақтап қойған. Бар нәрсені жоқ нәрсені бар қылып сақтап қойған, салып қойғансың. Мысалы? Мысал деп қояды. Мысал жетеді, кеу ысқақ жалған ағартушы, тырнақшаның ішіндегі ағартушы. Енді көрермендерге біраз қызық болып жатыр деп ойлаймын эфирімізде. Барынша лайк басып, қолдау көрсетіп жатқандарыңызға Алла разы болсын барлықтарыңызға. Дегенмен біз енді бұл жерде халық ел білсін, жалпы кімнің артында жүріп жатқанын өзі ақыл тоқтатып зерттесін деп жатқанымыз ғой. Негізі көпшілік шынымен де қол тимейді, жаңағы тұрмыстық жағдайлар бар, басқасы бар. Беріп жатқан ақпараттың бәрін тексере алмайды ғой, енді мүмкіншілігі де болмайды. Былайша келген кезде халықтың аңқаулығын бұл пайдаланып тұр ғой. Бұл жерде не айтуға болады? Аңқау елге арамза ағартушы дейміз, адастырушы дейміз. Арамза адастырушы. Аңқау елге арамза адастырушы. Алла бетін аулақ қылсын. Енді ойлаймын эфирімізден кейін құзырлы органдар тиісті жұмысын атқарады деп. Дегенмен яқты тағы да ақпараттарымыз бар. Бөлісіп өтейік, енді ашайық бәрін. Енді негізі өте көп информация, барынша ықшамдап, барынша қысқартқанымыз, әйтпесе ішінде былай археологический қателіктері, жалпы сауаттылық жөнінен қателіктер өте көп. Негізі қате жазады жалпы. Мынау енді мектептің бағдарламасын қате жеткізіп отқан адамнан не сұрайсыз? Енді жазуларда қате, басқасы да қате. Ары қарай мынау неге қатысты берген ақпарат бар екен? Қара құрдымға қатысты, соны бірге тыңдап талдап өтейік. Қара құрдымға түсіп кетсеңіз не болады? Жалпы кез келген дене қара құрдымға айнала алады. Ол үшін денені Шварцвальд радиусына дейін кішірейту қажет. Мұндай кішірейген дененің тығыздығы көп болатыны сондай, оның гравитациялық күшінен тіпті жарық та құтылып шыға алмайды. Егер Эверест тауын нанометр көлемге дейін жерді аракес жаңғағындай кішірейтсе, қара құрдым пайда болады. Біздің күнімізден бірнеше есе үлкен жұлдыздарда Шварцвальд радиусы да үлкен болады. Жану материалы бітіп, өз температурасын сақтай алмайтын күйге жеткенде,
ол кішірейіп сингулярлық деп аталатын күйге өтеді де қара құрдым пайда болады. Қара құрдым маңындағы гравитация күші кеңістікті ғана емес уақытты да бір өзгертеді. минут қазір мына жерде Шварцфельдтің өзін қате жазыпты ғой, сауатсыз-ай. Көрсете салайыншы. Ана қате жазулар енді біледі ғой адамдар, ана қате көзіңе не қылып тұрады ғой бүйтіп. Сразу ұрып тұрады ғой. Біздің күнімізден бірнеше есе үлкен жұлдыздарда Шварцфельд радиусы да Шварцфельд деген кезде қате. Ш әрпін тастап кеткен. Шварцшильд болады. Енді сауатсыз адамға не айтасың енді? Өз-өзін ағартып жүр деп жүрген. Жақсы тыңдайық. пайда болады. Біздің күнімізден бірнеше есе үлкен жұлдыздарда Шварцфельд радиусы да үлкен болады. Жану материалы бітіп, өз температурасын сақтай алмайтын күйге жеткенде, ол кішірейіп сингулярлық деп аталатын күйге өтеді де қара құрдым пайда болады. Қара құрдым маңындағы гравитация күші кеңістікті ғана емес уақытты да өзгертеді. Сіз қара құрдымға жақын барсаңыз, бақылап тұрғандар сізді бірден жұтып әкеткенін көрмейді. Керісінше, оған жақындаған сайын жылдамдығыңыздың баяулағанын байқайды. Оқиғалар көкжиегі деп аталатын шекке жеткенде, сізді тамашалап тұрғандар үшін бейнеңіз қозғалыссыз тоқтап қалады. Себебі бұл шекарадан әрі қарай жарық фотондары да кері құтылып шыға алмайды. Сіздің денеңізден шығатын жарық қызыл ығысуға ұшырап, біртіндеп ғайып болады. Ал денеңіз оқиғалар көкжиегінен әрі өткенде, оның сингулярлық күйге жақын бөлігі алысырақ бөлігіне қарағанда қаттырақ тартыла бастайды. Бұл созылуға алып келеді. Оны ғалымдар спагеттификация деп атайды. Әрі қарай сіз молекулаларға ыдырап кетесіз. Қара құрдым жайлы тағы қандай қызық фактілер білесіз? Комментарийға жаза кетіңіз. Жақсы. Енді орфографиялық қателеріне мән бермей ақ қояйықшы, ондай жетеді, бұда толып жатыр. Мектептің бағдарламасын игермеген жігіт деп түсінеміз енді. Дегенмен мына жерде ғылыми қателік бар. Жақсы, осыны талдайық, аха. Жалпы бұл қара құрдымға қатысты видеодағы ең үлкен қателік, бұл видеоның басында мән берсеңіз, Сайкю былай дейді: егер Эверест тауын нанометр көлемге дейін кішірейтсе, яғни Шварцшильд радиусына сәйкес кішірейтетін болса, онда қара құрдымға айналады дейді. Бұл өтірік. Бұл өтірік. Таза дезинформация. Оны сізге былай дәлдеп берейін, иә? Қараңыз. Мынау жалпы нанометр деген, мен сізге айтайын. Мына планшет ташай ма, қолданасыз ба? Иә, мүмкіндік болса, иә, мүмкіндік болады ғой қазір. Мен жаңа халыққа сызып көрсетейінші, иә? Что барлығына бір түсінікті болу үшін. Жаза беріңіз. Кез келген адам интернеттен байқай алады, нанометрдің өлшемі 10-ның, яғни -9 дәрежесі. Енді қараңыз, Шварцшильд радиусына сәйкес, оның несі бойынша, ол 10-ның 12 дәрежесі. Иә? 12 деп келеді, кейбір жерде 13 деп келеді. Енді 12 деп тоқталайық. Иә, 12 деп тоқталайық, жарайды. -12, аха. Енді -12. Енді қараңыз, бұл жерде тағы бір ескеретін нәрсе бар. Мәселен, Эверест енді ең биік тау ғой, Гималай деп айтамын, Эверест. Ол шамамен алғанда оның массасы 1,6 көбейту 10-ның 15 дәрежесі деп алайық. Енді бәрібір де бұл жерде айырмашылық, мына жерде -9 пен -12 арасында қанша не бар? 3, иә? 3-0. 3-0 бар. Демек, бұл жерден шығатын қорытынды 1000 есе. Айналайын Сайкю есіңде болсын. Эверест тауын нанометрге дейін кішірейтсең, қара құрдымға айналмайды. Сен тағы оны 1000 есе кішірейтуің керек. Демек, нанометрге дейін емес, пикометрге дейін кішірейтуің керек. Түсінесіз ба? Осы жерде қателік болса, пикометрге дейін сен кішірейткен кезде қара құрдым айналуы мүмкін. Бірақ ешқашан нанометрде емес. Сен тағы да 1000 есе былайша айтқанда қалдырып тұрсың да сол өлшемді. Бұл үлкен абсурд нәрсе. Түсінесіз ба? Міне, ашық дәлел осы. Бұл енді мектептің бағдарламасы өлшемдер деген дүние, енді элементарный дүние ғой енді. Арман, дұрыс па? Элементарный нәрсе. Иә, то есть өлшем бірлікті ажырата алмайтын болып тұр ғой. Әрине. Сөйте тұра мұсылмандарға сендер не дейді? Тексермейсіңдер ғой дейді. Тексермейсің дейді. Міне тексеру, факт-чекинг деген осындай болады. Тексеру деген осындай болады. Енді нанометрге дейін кішірейтсең, қара құрдым деген ақымақтық қой. Мен сізге айтатын, тағы 1000 есе кішірейту керек. Бұл пикометр деп айту керек еді. Мен сол кезде проблема болмайды. Жақсы, планшетті ала қойын. Енді бұл жерде Сайкю, кәдімгідей өткенде емейіз ішкізіп қойдың бізге, күйдіріп. Енді су ішіп отырмыз. Қаншама адам дұрыс түсінбей қалған жерде. Жарайды енді. Жалпы Сайкю
өзің білесің, құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Әркім жаңағыдай діни сенімде бостандығы бар. Бірақ дегенмен сен мұсылмандарды келекеждеп, мұсылмандарды мазақтауға хақың жоқ. Бұл өйткені қылмыстық жазаға әкелетін дүние. Сосын мұсылмандар білімсіз екен деген дүниең де өте қате. Себебі жақында өткен форум болды неде, араб мемлекеттерінде, сонда кімнің өзі, Илон Масктың өзі келіп алғысын білдіріп мұсылмандарға, мұсылмандардың ашқан жаңалықтарының, орта ғасырда ашқан жаңалықтарының жемісін біз әлі күнге дейін көрудеміз деді. Бұл Илон Масктың, яғни ғылыммен тікелей жұмыс істеп жатқан адамның сөзі. Сол жерде үлкен залда отырған кезде айтты да, бұл енді факт анық, мұсылмандардың қай заманда білімге ұмтылғандығы, білімді болғандығы және сол білімді адамзат әлі қолданып келе жатқандығы бұл факты. Я, мысалға Әл-Фараби екінші ұстаз дейді, адамзат тарихында жалпы Аристотельдің метафизикасына түсіндірме жазған, яғни ашықтап оны түсіндіріп берген адам тек Әл-Фараби. Аристотельдің метафизикасын адамзат Әл-Фараби арқылы таныды. Және сол үшін де оны адамзаттың екінші ұстазы деп қойды. Ибн Синаның еңбектерін әлі күнге дейін пайдаланып жатырмыз, иә? Сол секілді өте көп ислам тарихында болған мұсылмандардың еңбектерін қолданып жатырмыз, және мұсылмандарды білімнен алыс деу бұл оскорбление жалпы. Одан да бөлек сенің мұсылмандарға қатысты айтқан пікірің бар екен, соны да тыңдап жүрейік, иә? Жақсы. Қосылып тұр ғой, иә? Астымызда көрініп тұр. Стокгольм синдромы туралы айтып отырып, психологиядағы бар дүние, бұл жалпы Стокгольмге қатысты кішкене ақпарат беріп кетейік, көпшілікке. Стокгольмский синдром деген бұл жалпы Швецияның Стокгольм қаласында болған теракт болады. 70-ші жылдары, 1973-те ме, 72-ші жылдары ма болады. Сол оқиға. Сол жерде бір қызық жайт орын алады да, жаңағы банкқа біреу кіріп, жаңағы нападение жасайды да, сосын бірнеше адамды кепілге алады. Террорист қой, былайша айтқан кезде. Сөйтіп кепілге алып, бірнеше условия қояды, шарт қояды деген сияқты. Сол жерде бірақ бір қызығы, жаңағы зұлым беруші ғой, енді зұлым беруші адам аналарға, және мынау банкте отырған клиенттер болсын, басқасы болсын, солармен қарым-қатынас өте тығыз орнап кетеді. Сол бірнеше күн ішінде соншалықты дәрежеде тығыз орнап кетеді, адамдар жақсы көріп қалады, пленде отқан адамдар жаңа кісіні. Сөйтіп тіпті сотталып кеткеннен кейін де оған артына хат жазып отырады да. Бұл жердегі Стокгольм синдромының несі, ашықтайтын дүниесі, адамға біреу зұлымдық жасап тұрса да, қиянат жасап тұрса да, оны ол біршама уақыттан кейін жақсы көре бастайды дейді да енді. То есть жаңағы менің жанашырым бұл басқа деген сияқты да. Енді осыны мұсылмандарды, яғни ислам деп ашықтап айтып тұр, Алла мен мұсылмандардың арасында болып жатқан қарым-қатынасты осылай түсіндіргісі келіп тұр ғой. Бұл қараңызшы қаншалықты дәрежеде оскорбление жасап тұр мұсылмандарға. Бүгінгі тақырыпты мынадан бастайын деп отырмын. Жалпы Стокгольм синдромы деген бар. Стокгольм синдромы деген бар. Естігендер бар ма, хабардалар бар ма астында комментарийда? Стокгольм синдромы деген бар. Мен Құдаймен адамдардың, исламдағы Құдаймен адамдардың қарым-қатынасын сол Стокгольм синдромы ретінде көремін. Себебі Құдай бұларды азаптайды, бұлар өзінің азаптаушысын жақсы көреді. Сондай Стокгольмский синдром деп аталады, яғни азапталушы, яғни біреуден зардап шегіп, содан азапталып жатқан адам өзін азаптаушыны жақсы көреді. Соған ғашық болып қалады. Мен исламдағы Құдай мен адам арасындағы қарым-қатынасты сол Стокгольм синдромы ретінде көремін. Құдай бұларды азаптайды, шексіз жауыздықпен. Олар оны жақсы көреді. Және кез келген азаптауын ақтап алуға дайын. Не деген масқара бұл? Не деген масқара бұл, Арман? Бұл оскорбление религиозных чувстводан бөлек, бұл жалпы бұл адамда жүрек бар ма негізі? Менің ойымша шынайы бір адамгершілік, гуманизм болса, тым құрғанда бір адамилық болса, жүрегінде бір кішкене болсын бір сондай ұлтына жанашырлық болса, мен бұндай сөз айтады деп ойламаймын негізі, сондай болғанда. Өйткені қарасаңыз,
бұл тұтас өзі адасқан деп айтып кеткен Абай мен Шәкәрім, жалпы біздің хандарымыз, біздің ұлы тұлғаларымыз, жалпы қазақ даласы, қазақ халқы ұстанған дәстүрлі дінімізді, жалпы және дәстүрлі дініміздегі өзіміздің сенетін құдайымызды, Алламызды азаптаушы, жауыз сипатта көрсетіп, бұлар міне осындай, бұлар солар жақсы көреді деп сонда аналогия жоқ, бұған кім құқық беріп қойды бұндай былай сөйлеуге? Ойланыш, Арман, сен елімізде қаншама бүлдіршіндер ауырып жатыр. Иә. Енді статистика бойынша нақты дерекке сүйенсек, басым көпшілік мұсылман. Иә. Жаратушысына оның анасы жалбарынып тұрып, Раббым, Алла деп айтады енді. Мына бүлдіршінге шифа берші деп тілеп жатыр. Ойланыш, сен қандай ана жерде атмосфера болып жатыр да? Иә. Сен соған түкіргенім бар деп мынандай мазақ қылып тұрсың ғой. Бұл адамда жүрек бар ма жалпы? Бұл адамгершіліктен де аттап өтіп кетті ғой. Дұрыс айтасыз. Бұл өте төмен деңгейге түсіп тұр. Өйткені қазақ бекерден бекер айтпайды, құдайдан қорықпағаны қорық дейді. Бұл да жалпы кішкене болсын бір қазақ халқына деген бір сондай мейірімі, шапағат, сондай бір несі жанашырлығы болса, мұндай әңгіме айтпас еді негізі. Мен өзім былайша айтқанда өте қатты шок болып отырмын негізі, мынандай сөз айту. Білмеймін қалай алып келеді бұл аналогияны. Бірнеше логикалық қателік жіберіп жатыр. Бұл барып тұрған бассыздық қой негізі. Мұсылмандардың жаңағыдай құрсыншы Аллаға тапсырдық деген дүниесін пайдаланған бассыздық қой, Арман. Әрине. Эфирден кейін запись болады. Барлықтарыңыз осы эфирдің записін пайдаланып, құзырлы органдарға тиісті хабарлама берсеңіздер де болады. Біздер де өз тарапымыздан осы жағдайды ұйымдастырамыз, Алла жазса. Бірақ енді бұл қылмыс, бұл нәрсені ешкім мақтай алмайды. Біреулер жаңа проект деп жатады, басқа деп жатады. Мен ойлаймын, қанша жерден проект болсын, басқа болсын, бірақ Шәкәрім мен Абайды адасқан деп сондай бір ардақты ұстаздарымыз, данышпандарымызды мемлекет қыруар қаражат бөліп жатыр. Сол кісілерді жалпы дәріптеу мақсатында, иә. Бір тұтастай бір облысты сол кісінің атына беріп отыр. Сен сондай болып жатқан саясатқа, яғни біздің таңдауымызға, енді президент деген таңдалады, иә. Жаңағыдай парламентте таңдалады, дұрыс па? Әрбір облыстан сайланып келеді ғой. Яғни халықтың таңдауына сен қарама қайшы әрекет жасап жатсың ғой. Дұрыс айтасыз. Және мұсылмандар туралы мынандай пікірдесің да. Бұл қиянат қой, бұл иттік қой бұл. Өзің диванасың, кімге пір боласың дейді да. Қазақта керемет сөз бар. Өзінің жасап жатқан ақпараттық кеңістігінде былық жетеді. Бірақ өзі сүрініп отырып, жалпы ислам дінін ұстанатын қарапайым мұсылмандардың үстінен күледі. Жай ғана күліп қоймай келеке қылады. Жаңағы келемеж дейді. Неше түрлі әңгімелер айтады. Орынсыз, қисынсыз сондай теңеулер жасайды. Мен айтып тұрмын ғой, бұл негізі қазақ халқына жасап жатқан үлкен қиянат негізі. Сондықтан да бұл нәрсеге құқықтық тұрғыдан баға берілу керек. Өйткені бұл не только алауыздық жасап жатыр. Жай ғана бір ірткіс ғана салып отқан жоқ. Жалпылама біздің мемлекетіміздің ішіндегі жастардың санасын улап отыр ғой. Дұрыс айтасыз, ол жастар енді білмейді ғой, енді буыны қатаймаған әлі күнге дейін. Енді бірақ қасына жан әскер қылып ертіп алып, оларды пайдаланып жұмсауының бәрі, жалпы негізі оның бәрі құқықтық деңгейде анықталатын дүние ғой. Кім-кімге қанша ақша берді, оның бәрі шығады ғой, ертең белгілі болады ғой, уақыт сағатымен. Тиктоктағы берген подаркасы болсын, жаңа қолдауы болсын, артынан ергендері болсын, жаңағыдай бірнеше аккаунт ашып отырып, олар ойлайды ау деймін, тығылып отырамыз деп. Жоқ, әсте олай емес негізі. Құзырлы органдар кез келген адам таба алады. Иә? Бұл енді елімізге осындай пропаганда жүргізіп, елімізде сондай қастерлеп отқан дінімізді мазақ қылып, еще өзі ағартушымын деп, псевдо ақпаратты таратып, қасына жаңа журналист деген біреуді ертіп алған. Ол жігіт былай адам ретінде мен сөйлескенім бар бірнеше рет, содан кейін атын айтқым келіп отқан жоқ. Жаңағыдай сыйлағаным ретінде. Дегенмен құзырлы органдар айналысу керек бұл іспен. Қалай ойлайсыз? Міндетті түрде айналысу керек. Себебі бұл дәл осындай тенденция, дәл осындай бағытта кете беретін болса, ертең біздің қоғамда жалпы дінге деген жеккөрінішті көзқарас туындаған жасанды жолмен тобыр көбейеді біріншіден. Одан бөлек, Арман, бұл мен саясаттанушы ретінде айта аламын да, жалпы дін деген сондай нәзік нәрсе ғой. Нәзік дүние, әр адамның жүрегіндегі мәселе ол ше. Кейбір адам мысалға өмірінің мәнін дінге байлап қоятын адамдар болады да. Иә. Иә?
бар ондай. Ондай адамдар бар ғой. Сондай ұстаныммен өмір сүретін адамдар бар да. Енді сен сол өмірінің мәніне осындай сөздер айтып жатсың да. Ойлашы, бұл қандай дәрежеде. Бұл негізі діни қақтығыс өте көп болған. Осындай алауыздықтың нәтижесінде, қисық пропаганданың нәтижесінде адамзат негізі бір-бірін өлтіруге оп-оңай барады. Бірнеше жыл осындай ақпарат таратылса, нәтижеде адамзат бір-біріне қарсы болады. Мысалға мынау көршілес мемлекет славян халықтары бауыр халықтар ғой. Иә. Қараңыз, соғысып жатыр. Украина мен Ресей. Бірін-бірімен құда жекжат болып араласып жатқан адамдар сонша жыл пропаганданың нәтижесінде бірін-біріне дұшпан болып отыр. Білеміз бәріміз мынау нацистік Германия заманында. Сондай пропаганданың нәтижесінде адамзатты өртеп Аушвенцта оның сүйегінен сабын жасады. Бұл пропаганданың әсері. Как раз таки бұл жігіттің айналысып отқаны қисық пропаганда. Мемлекеттік саясатқа қарсы пропаганда. Қауіпті. Және қоғамға, дәстүрлі дінімізге, қасиетті қастерлі дінімізге қарсы жасалып отқан пропаганда. Және өскелең ұрпаққа қиянат жасап отқан пропаганда. Ойланыңызшы, қаншама жастар тыңдайды. А сен дезинформация беріп жатсың. Сен 7 градуспен 7 градусты визуалды түрде ажырата алмайсың. Мектептік бағдарламаң жоқ. Сен қандай хақың бар басқа тақырыптарды сөйлеуге? Көзіңмен көріп тұр, саған интернет беріп тұрған дұрыс ақпараттың өзін талдау қабілеті жоқ сенде. Бұл барып тұрған масқаралық қой. Сөйте тұра теологияға кіргің келеді. Теология біле білсек, ол үлкен ілім негізі. Жай ғана ілім емес. Теология деген өте үлкен, оның ішінде психология да бар, оның ішінде социология да бар, оның ішінде философия да бар, оның ішінде астрономия да бар. Аспан әлемдеріне қатысты мысалға. Қай қасиетті кітапты алмасаң, болмыс туралы, жаратылыс туралы, адамзат туралы айтады. Дұрыс па? Библияны ашсаңыз да, Құранды ашсаңыз да деген сияқты да. Ол сондай жаңа кімнің, Ньютонның өзі айтқан, бағалап кеткен дүние ғой. Дұрыс па? Ньютонды адамзат кім деп біледі? Ұлы ғалым деп біледі. А сен кімсің? Яқтан кеше ғана шығып, 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын аккаунт ашып, өйстіп келекежі деп мазақтап, бұл өмір сүріп атқан, бір тұтас болып өмір сүріп атқан ұлтқа, елге осындай дүние насихаттайтындай сен кімсің? Саған кім құзыреттілік беріп қойды? Әлде біздің мемлекетімізде осындай адамдар талтаңдап өмір сүре бере ме білгеніз деп? Бұл бір адамды өлтіргеннен де жаман дүние ғой негізі. Бір адам өлтірсе, ол бір адамға зиянын берді ғой. А бұл пропаганда, ұлтқа, елге қисық пропаганда жасау арқылы беріп отқан дүние, бұл жалпы осы өлкеде өмір сүріп отқан қазақ аудиториясына, қазақша түсінетін ғой, контент қазақша жүріп, қазақ аудиториясына жасалып отқан қиянат қой бұл. Мен ойлаймын, бұдан асқан жалпы біздің тарихта бұл жігіттен асқан зұлым адам болған жоқ деп ойлаймын. Заманауи Қазақстан тарихында. Заманауи Қазақстан тарихында. Дұрыс айтасыз. Қаншама адамдарды алдап, сенгіштігін пайдаланып, артына ертіп, осындай дүниелерді жасап жатыр. Бұл барып тұрған бассыздық қой бұл. Мына жерде енді бір материал қалыпты. Соны талдап өтейік та, сонымен тоқтатайық. 2 сағаттай болып қапты ғой эфиріміздің жүріп жатқанына. Жақсы. Бұл енді бір тұздық болсын, кішкене қоса кетейін. Мысалы, теология деген айтып қалдыңыз, теос Құдай, логос ілім, Құдай тану туралы ілім. Мен қараңызшы, сізге бір нәрсе айтайын. Құдайды тану туралы ілімнің ішіне өзіңіз айтқандай барлық келеді, комплексіне. Неге? Өйткені Құдай, жаратушы, сол ғылымдардың барлығын жаратты, абсолютті ақиқатқа жету үшін. Ал абсолютті болмыс иесі кім? Ол Құдай, жаратушы, бірінші қозғаушы күш деп айтамыз. Міндетті болмыс, Ғазалидің тілімен айтатын болса. Демек, астрономия, химия болсын, жаңағы сіз айтып отқан философия болсын, социология болсын, сол ілімдердің негізгі түбі негіз соған жетелейді ғой. Жаратылыстану ғылымдары да. Жаңағы неде? Мен айттым ғой өткенде, Гейзенбергтің сөзі бар ғой. Осы кванттық механиканың өкілі сонда айтады ғой. Жалпы ғылымның дейді да, жаратылыстану ғылымдарының алғашқы мынау стаканның ішіндегі бір тамшысы дейді, сізді атеизмге жетелейді дейді. Ал сіз түбіне өңілетін болсаңыз, оның стаканның түбінде сізді Құдай күтіп тұр дейді да.
бәрекелді. Жалпы кванттық механиканы айтып өттіңіз ғой. Бұның негізін салушы кім? Макс Планк. Макс Планкты енді Нобель сыйлығын алған, негізі көп адам біле бермейді. Жалпы Эйнштейннің ұстазы ғой негізі. Эйнштейннің Нобель сыйлық алуына тікелей әсер еткен кісі, бұл кісі негізі көп адамдар біле бермейді. Макс Планктың соңғы өмірінің сәтінде жазған мақалаларының бірінде былай айтады. Жалпы суммирт етіп айтатын болсақ, жаратылыс тану мен Құдай тануды үйрену бұл бір бүтін дүниеге апаратын жол дейді. Ойлаңызшы. Яғни Құдай танудың да қағидаттары ақиқатқа жету, жаратылыс танудың да артында бұл болмыстың иесі кім екеніне көз жеткізу. Яғни бұл жаратылыстың артында жүйелі түрде жаратып тұрған жаратушысы бар екендігіне көз жеткізу. Қараңызшы. Бұл ұлы ғалымдар ғой енді, Планк болсын, Эйнштейн болсын, Паскаль болсын. Бірақ өкінішке орай біздің TikTok-тың ішінде мен өзіне бұған былай ат қойып қойғанмын. Кім деп? Тазша. TikTok-тың тазша баласы деген ат қойып қойғанмын. Енді өтірік қой енді. Өтіріктер өте көп болғаннан кейін. Жарайды, енді өзі жауап берер, өтірігіне өз алдына жауап берер. Дегенмен бұл енді үлкен ақпараттық алаңға шыққаннан кейін жауапкершілікті арқалау керек болады. Міндетті түрде. Жақсы, келесі немізге өтейік. Осымен тоқтатайық, әйтпесе ұзақ уақыт не қыппыз, көрермендеріміз де шаршаған шығар біраз уақыттан бері. Так, соңғы видеомызды қосып жіберейік, ха? 200 рет жылан шаққан адам қанынан уға қарсы екпе жасалмақ. Жүк көлігін жөндейтін механик Тим Фридені 20 жыл ішінде 200-ден аса жылан шаққан, және ол 700 рет өз денесіне жылан уын еккен. Колумбия университеті мен Сентивакс ғалымдары Тимнің қанынан алынған антиденелер арқылы бұрын соңды болмаған уға қарсы екпе жасап шықты. Осыған дейінгі екпелер тек арнайы бір жылан уына қарсы жасалса, ал мына жаңалық әмбебап антидоттар жасауға мүмкіндік бермек. Зерттеушілер мамба, кобра, тайпан және крейт сияқты ең улы элапид жыландарының нейротоксиндеріне қарсы тәжірибелер өткізген. Фриде денесінен алынған 2 антидене арқылы жасалған екпе тышқандарды кейудан толықтай, кейбірінен жартылай қорғап аман алып қалған. Бұл бұрын соңды болмаған нәтиже. Тим Фриденің өзі де қатарынан 2 рет кобра шаққанда комаға түсіп, бірақ аман қалған. Тим Фриденің қанының көмегімен жылына жылан шағудан қайтыс болатын 110 мыңға жуық адамды аман алып қалып, салдану әсеріне дене мүшелерін кесіп тастау, мүгедек болып қалу жағдайларының алдын алуға болады. Арнаға жазылып, қалдырып кетіңіздер. Жақсы. Бұл күлкілі негізі. Жарайды, жақсы, айта қойыңызшы. Бұл Сайкюдің видеосындағы Тим Фриде деген азаматтың 200 рет жылан шағып, содан екпе алынды деген видеосы ғой. Енді қараңыз, бұл жерде тағы бір үлкен қателік. Тим Фридеден алынған дүние негізі екпе емес, ол антивеном. Енді осы жерде қарапайым халыққа ашықтап жіберейік, Қазір бір қосып жіберейік видеоны тағы да, бас жағын тыңдасын. Не деп айтады? Екпе деп айтады ма? Екпе деп айтып отыр ғой. Екпе дей ма? Екпе деп жатыр. Жарайды. Енді қараңыз, екпе мен антивеном сізге айырмашылығын түсіндіруге кетейін, жалпы кішігірім түсіндірме жасайын. Жалпы екпе не үшін адамға салынады, егіледі немесе ол адамды арнайы бір вируске, арнайы бір вирусқа қарсы, мысалы, оның иммунитетін дайындау үшін, дұрыс па? Алдын ала, дұрыс қой. Ал антивеном керісінше әбден үйренген, дайын болған жаңағы антиденелерді соны алып адамға салады. Яғни ол жерде күрес уже жүріп қойған, түсінесіз ба? Сол үшін барып салады. Сол үшін де бұл жерде айырмашылық осы. Ондықтан да антивеном мен екпені шатастыру бұл да абсурд нәрсе негізі. Түсінікті, жеңіл тілмен айтқан кезде екпе ол алдын ала салынады, антивеном сол неге вирусқа болсын басқаға қарсы тұру үшін. Антивеном бұл уланған адамдарға уланғаннан кейін барып салынатын дүние. Эффектісі бол үшін. То есть сол үшін де бұны ғылым ажыратып қойғанда, екпе мен антивеном. Жалпы негізі ғылым астына қарата кіретін болсақ, өте көп ерекшеліктер бар екеуінің жұмыс істеу механизмдеріне қатысты деген сияқты да. Бірақ дегенмен қателік, тағы да ғылыми қателік. Демек Тим Фриденің енді градусты білмеген адамға не айтасың енді? Дұрыс айтасыз. Демек Тим Фриденің 200 рет жылан шаққан қанынан алынып отырған дүние бұл антивеном. Өйткені оның қаны жаңа приспосабливаться дейді, яғни бейімделді ғой, дұрыс па? Антивеном болып қалыптасты. Сондықтан да
бұл жерде екпе деп айту, яғни вакцинаның бұл стандарты мен классификациясы келмейді, оның айтып отқаны. Қате, Иә, тағы да қате. қате. Енді мынау бастапқы видеоны тыңдатып жіберейік халыққа. Жалпы өзін бұл жігіт кім деп санайтын, енді осыдан кейін халық қаншама ақпарат берілгеннен кейін Өз шеше жатыр. білет деп ойлар. Білет деп ойлаймыз енді. Мақсатыңды білдің деп едім осы мына эфирде. Мақсат деген ағартушылық қой. Амансың ба балым, қарайсың? Жақсы. Қайттан қосылып қалдым. Күнде қосылып біріміз біліп алдық қой. Не? Әлі есіңе сақтамайсың ба? Көп адам қосылған соң. Ұмытып қаламын көбіне. Мына жерде комментарияны оқып отырсаң, мына жерде ысқақ ағартушы дейді ғой. Мә, адамның ойына кіріп шықпайтын сөздер жазады комментарияда. Нормальный сөз ғой, кәдімгі қазақтың сөзі ағартушылық деген. Ағартушы деген сөздің мағынасын түп санасын зерттеп білмейтін адам ғой ол. Жоқ, өте дұрыс. Неменесі бар ол білмейтін? Ағартушылық деген. Сен айтшы бізге мағынасын жарайды. Не үшін қолданады оны? Кімге қолданады? Сен бір сөзге тірелмеш. Жоқ, ағартушы болатындай сен не істедің? Сен мына жерге комментариямен, мына жерге Каспий номерін жазып қойғаннан басқа сен не істедің? Парақшама кірмейсің ба? Парақшаңда сен андай кіріп көрдің мен сен парақшаңа андай бір сауатсыз видеолар дейміз ба осындай? Мысалы, қайсысы сауатсыз? Андай Инстаграм, ТикТокта тұрған бір көпшіліктің көрген бір сауатсыз видеолардың әрі қиындысы жаңағы бір. Мысалы? Бар нәрсені бар қылып сақтап қойған. Бар нәрсені жоқ нәрсені бар қылып сақтап қойған, салып қойғансың. Мысалы? Иә, Ысқақ, парақшаңа кірдік. Жаңа бауырымыз айтып отқандай, қате сауатсыз ақпараттарыңды көрдік. Көрермендердің баршасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай ұзақ уақыттық эфир болса да қолдап барынша пікірлерін жазып отқанына. Бірақ енді айта кететін жайт, жалпы біз тұтас бір мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Бір-бірімізге аманатпыз. Соғыс оты әлемде лаулап тұрған заман. Арман, өзің білесің, иә? Саяси жағдайда әлемдегі. Алда жылда бір жағдай болып қалса, бір саптың бойында тұратын адамдарымыз. Сондықтан да бұл жігіттің істеп отқан дүниесін, осы бірнеше жылдан бері жасап отқан дүниесін ел арасын бұзуға, ел арасын ауызбіршіктеп отқан қоғамды арасына іріткі салуда жасалып отқан дүние деп білемін. Ол кімдерге керек? Үлкен сұрақ. Үлкен сұрақ. Назарларыңызға көп рахмет. Алла елімізге жар болсын.